Sır boydak belen buğan, gölümde kızları koğan. Sır boydak belen buğan, gölümde kızları koğan. Hayırlı kış. Так. Бар ғой сондай сыр бойдақ деген кім айтады? Ербат Құдайберген айтады. Сыр бойдақ деген ән бар. Удаши дейді. Эфирге удаши дейді. Рахмет айналайын. Удаши болса удаши. Лайк, достар, лайк басамыз. 2x. Снайп болады, снайп. Перчаткілерді дайындап отырамыз, давайте, достар. Лайк басамыз. Экранды басамыз үш рет. Тоқтамаймыз, давайте. Сыр бойдақ бәрін болған, күлімдеп қыздар қылған, екенімнің сіздер. Сыр бойдақ бәрін болған, күлімдеп қыздар қылған. Елінің деп панені. Так, Мерседестен сұрайық. Абсолют мораль деген өзгеретін мораль ма, өзгермейтін мораль ма? Давай жауап бер. Сайку, қалайсың? Қазір бір 2 минут күте тұрасың ба? 2 минут қазір. Тұрады рек, қазір сөйлесейін. Абсолют мораль өзгеретін мораль ма, өзгермейтін мораль ма? Содан баста. Осы сұрақтың жауабы бәрін шешеді қазір. Так, қай мәселеде? Абсолют мораль деген өзгеретін мораль ма, өзгермейтін мораль ма? Абсолютті егерде мәңгілікке қолданатын болсақ па? Қара, Сайкю. Біз екеуміз келістік мына нәрседе. Міне, давай бірінші пояснение беріп тұра тұрсың, бірінші пояснение беріп айтты енді. Абсолют мораль өзгере ме, өзгермей ме? Енді тыңдасайшы енді. Екеуміз кеше мына нәрсеге келдік. Сен айтсың? Бірақ сұрақ қойылды ғой, абсолютті мораль, ол өзгеретін мораль ма, өзгермейтін мораль ма? Болды, анықтамасын айт. Жақсы, енді тыңдаса енді болады шығар енді сөйлеуге. Енді айтса, өзгереді, өзгермейді, қайсысы? Қара, егерде екеуміз қазір тұрып бір заңдылықты бекітетін болсақ, қазір тұрып, Жоқ, миды ашытпашы маған, бірақ абсолют мораль, өзгеретін мораль ма, өзгермейтін мораль ма? Сайку, былай десек, сен маған 1 минут уақыт бер де сөйлеуіме. Жоқ, 1 минут уақыт бермеймін, жауап берсең ғана берем. Жақсы, берем деп отырмын, сен маған. Абсолют мораль, өзгеретін мораль ма, өзгермейтін мораль ма? Абсолютті мораль ма? Өзгермейді. Аха, онда сенікі абсолют емес. Инцест мәселесінде ма?
Жалпы онда Құдайдың моралі абсолютный мораль емес. Жоқ, абсолютно мораль. Өзгерді ғой. Қай жерде? Инцестте өзгерді ғой. Инцестте өзгерген жоқ қой толық. Қалай өзгерген жоқ? Бір кезде норма, бір кезде норма емес. Инцестте толық өзгерген жоқ қой. Қара. Міне, сен айттың, Сайкю. Мен дедің... Бір кезде норма болды, қазір норма емес. Өзгеру ма ол? Жоқ, енді толық өзгеріп тұрған жоқ қой. Бір кезде норма болып, кейін норма болмай кету өзгеріс па? Енді тыңдасайшы, енді жауап берейін да, неге не істей бересің? Сен мыжымай қысқа айтса, өзгеріс па, өзгеріс емес па? Жақсы, маған 30 секунд бер, болды. Бір кезде норма болып, кейін норма болма, бұл өзгеріс емес. Толық өзгеріс емес. Жоқ, өзгеріс па, өзгеріс емес па? Толық өзгеріс емес деп тұрмын ғой енді мен саған. Толық деп сұраған жоқпын саған, өзгеріс па, өзгеріс емес па? Жоқ, енді қарашы, маған 30 секунд берші, болды, мен саған айтамын. Өзгеріс па, өзгеріс емес па, айтсайшы. 9. Так, маған айтып отырмын, 30 секунд берші, болды, мен саған жауап берейін. Өзгеріс емес. Толық өзгеріс емес. Толық деп сұраған жоқпын мен сенен қаншалықты деп. Жалпы өзгеріс па, өзгеріс емес. Мысалы қара, инцест мәселесінде шешесі мен баласы қосылуда, ол қара, тұра тұр, шешесі мен баласы қосылуда, ол абсолютті өзгеріс емес. Жалпы өзгеріс емес па? Қара, сенің моралында енді ол өзгере береді. Значит, сенің, қара, мен саған айтып отырмын, менің моралында... Жауап бере алмайсың. Негізі осы жерде шешіп тастайтын тема проблема ғой негізі. Сен айтасың міне, өзің абсолютный мораль ол өзгермейді дедің. Енді бір кезде норма болып, басқа кезде норма болмау, бұл өзгеріс па, өзгеріс емес пе? Осыған айт, я өзгеріс, не жоқ өзгеріс емес деп айт. Я өзгеріс десең, сенің моралің, Құдайдың моралі абсолютті емес екенін мойындайсың. Жоқ өзгеріс емес десең, өтірікші боласың. Қайсысын айтасың, соның біреусін таңда. Ол сен мыжып отырғанға саған мүмкіндік береді деп ойлайсың ба? Жоқ, сен чотко тақ жауап бер, болды. Сен уже жауап беріп қойдың. Абсолютті мораль өзгермейді дедің. Исламның моралі өзгерген. Бір кездері норма болған, қазір норма емес. Демек, исламның моралі абсолютный мораль емес. Так, давай, айт. Бір кезде норма болып, басқа кезде норма болмау. Бұл өзгеріс па, өзгеріс емес па? Осыған чотко жауап. Я өзгеріс, жоқ өзгеріс емес. Сен маған уақыт бер, 30 секунд болды. Ол уақыт қажет ететін жауап емес қой. Бір кезде норма болып, екінші кезде норма емеске айналу, бұл моральдың өзгеруі ма, өзгеру емес па? Шешесі өзінің баласымен қосылу, ешқандай өзгеріс. Жауап бере алмайсың. Сенің моральдың өзгереді. Қара, инцесте сенің моралында өзгереді. Жауап бересің ба, жоқ па? Мен айтып отырмын, міне, шешесі мен баласы бір кезде норма болып, екінші кезде норма емеске айналу. Шешесімен қосылу, өзгеріс па, өзгеріс емес па? Сайкю, сен айттың, шешесімен қосылу, атеизмде запрет жоқ. Сен жауап бере алмадың. Қайтадан сұрақ қоямын саған. Бір кезде норма болып, екінші кезде норма болмай қалуы, бұл өзгеріс па, өзгеріс емес па? Я өзгеріс, жоқ өзгеріс емес. Екі қысқа ғана жауап қой, біреуін айтсай, мыжи бермей. Я өзгеріс десең, исламның моралі абсолют емес екенін мойындайсың. Жоқ өзгеріс емес десең, өтірікші боласың. Өйткені бір кезде норма, басқа кезде норма емес деген ол өзгеріс. Сен матовый ситуацияға кеп тұрсың ғой қазір, сен ход жасаудан бас тартып отырсың да, мысалы екеуміз шахмат ойнап отырсақ, сен матқа түсетін жағдайға келдің қазір. Сенің қай ходыңда сені матқа жібереді. Бірақ сен ход жасамайым деп менімен ұрысып отырсың да. Оның дұрыс емес. Сенде қазір бір ход бар да, мысалы. Либо сол ходты жүресің, либо жүрмейсің. Жүрмесең, уақытың бітеді, бәрібір ұтыласың. Жүрсең, ходпен мат боласың. Солай. Саған нақты сұрақ қой. Бір кезде норма, бір кезде норма емес. Бұл өзгеріс па, өзгеріс емес па? Я жоқ, я өзгеріс, жоқ өзгеріс емес. Болды, осыны айтасың, мәселе шешіледі. Тағы бір көрейік попытка. Давай, айт. Өзгеріс па, өзгеріс емес па? Шешесімен қосылу, инцестте өзгеріс. Жауап бермейсің ғой, я? Сенде өзгеріс болады. Жауап бермейсің ғой. Шешесімен берсе, Сайкю қашпа. Атеизмде шешесімен берсе запрет. Жауап беруге дайынмын деген кезде қайтып кел. Олай, неден қашып, ход жүруден қашып, өңі әңгіме айтудың қажет жоқ. Саған нақты сұрақ қойылып тұр ғой.
нақты сұрақ қойып тұр. Айт, иә өзгеріс, жоқ өзгеріс емес. Айтпасаң ойнамаймыз. Осындай анау мына несібелі деген сияқты адамдар, мен түсінбеймін да. Нақты көріп тұрсың да мыналардың қандай сайқалдық істеп тұрғанын. Мысалы ше несібелі. Сен көріп тұрсың да Мерседестің қандай сайқалдық істеп тұрғанын. Ол өзгеретін мораль абсолют емес деп айтты. Енді бір кезде норма, екінші кезде норма емес деген өзгеріс па, өзгеріс емес па десе, оны айтпай отыр. А сен соны қолдап отырсың. Не деген намыссыз, ұятсызсың, несібелі? Сендердің сонда бір діндерің сендерді әділ болуға үйретпей ма? Осы рас болса дұрыс, дұрыс болса қате болса қате деп айтуға мысалы үйретпей ма? Сен айтып көрші қазір кіріп. Бір кезде норма, кейін норма емес деген нәрсе өзгеріс пе, өзгеріс емес пе? Бірақ сұрақ қой, бірақ сұрақ. Осыған жауап берші. Бір минут тұра тұр, бір минут. Осыған жауап берші. Мысалы, бір кезде норма, бір кезде норма емес деген моральдің өзгеруі ма, өзгеруі емес па? Четко айтшы қазір, Мейрамбек жауап берем дейтін. Мейрамбекті қосам қазір. 30 секундтың оған не керегі бар, 1 минуттың оған не керегі бар мысалы? Ассалаумағалейкум. Алейкум. Не тема болып отыр, Ысқақ? Ондай тема, короче, маған Құдайдың моралі абсолютный деп айтып жатыр аналар. Жоқ, енді Адам ата мен Хауа ананың балалары үйлену туралы айтып жатсың ғой бұл жерде, дұрыс па? Жоқ, бірінші келісіп алатын нәрсе, абсолют мораль өзгере ме, өзгермей ме? Жоқ, енді бұл жерде Аллах Тағала ол кезде ол кездегіге барамыз, қоя тұр. Алдымен абсолют мораль өзгере ме, өзгермей ме? Жоқ, енді сен тыңдашы, соған жауап беру үшін бұлай басқалай келу керек қой. Жоқ, басқалай келмей тұр. Мен сен бірақ сұрақ сұрап тұрмын. Абсолютті мораль өзгере ме, өзгермей ме? Өзгермейді. Өзгермейді. Исламның моралі өзгерді ме, өзгермеді ме? Енді ол жерде Аллах Тағала басында харам деген жоқ, дұрыс па? Өзгерді, жоқ өзгермеді. Жоқ, енді сен тыңдашы, ол кезде Аллах Тағала харам деген. Сен жауап берем дедің ғой, айтсайшы, өзгерді ме, өзгермеді ме? Енді мен жауап беріп жатқан жоқпын ба? Уақыт өте келе харам болды ол. Яғни өзгерді ғой. Енді Алла екі сөйлеген жоқ қой бұл жерде. Қай кітаптарда бар? Мысалы, ол кезде харам деді, жақындаспаңдар. Бір кезде норма емес деген өзгеру. Енді ол кезде Аллах Тағала айтса, онда өзгеретін еді. Айтқан жоқ ол кезде. Бір кезде норма емес. Енді қай кезде Алла норма деді? Сен айтшы. Адам атаның балалары туған ағасы қарындасымен жатқан кезде норма болды ма? Норма болғанда ол кезде рұқсат берді ма Аллах Тағала екеуіне? Норма деп рұқсат берді ме, әлде норма емес деп рұқсат берді ма? Енді ол кезде ештеңе айтылған жоқ қой, норма емес. Қай жерден оқыдың сен? Құдай рұқсат берген нәрсе норма ма? Жоқ, енді Аллах Тағала рұқсат берген қайдан оқыдың сен ол кезде? Рұқсат бермесе оларға басқа вариант берді ма? Оларға вариант берген жаратылды, екеуі. Оларға басқа вариант берген жоқ. Көбеюге мәжбүрледі. Басқа, демек ол рұқсат па? Мәжбүрлі емес. Жақсы, мәжбүрлі емес болса, адам атаның балаларында көбейетін басқа қандай вариант болды? Жоқ, енді ол мәжбүрлі емес, ол сондай өз процесс қой. Мәжбүрлі емес деген бірнеше варианттың болуы, таңдаудың болуы мәжбүрлік емес. Адам атаның балаларында таңдау болды ма? Ол кезде Ысқақ, түсінбейсің сен. Жоқ, қарашы, сендердікі құрмыжың. Нақты айтпайсың ба? Жоқ. Жоқ, енді мен саған, сен жаңағы ана кісімен айқайласып жатқанды мен солай жауап бергім келіп кірдім, болды. Сен де сол сияқты қашып отырсың ғой, не істеу басқа? Қашып отқан жоқпын мен, саған айтып отырмын. Қашпасаң нақты айт, исламның моралі өзгерді ме, өзгермеді ме? Мына жерде дейтін Алланың сөзі өзгерген жоқ. Қалай өзгерген жоқ? Бір кезде норма, бір кезде норма емес. Енді Алла ол кезде норма, сендер жақындасыңдар, норма деп айтты ма, айтпады ма, сен соған жауап берші. Не үшін басқа вариант берген жоқ? Басқа вариант бермеуінің себебі норма дегені ма? Жоқ, енді ол Алланың, мысалы, Алла оларға қосылып Алланың айтылған сөзі бізге Алла рұқсат берді ма оларға солай көбеюге? Енді рұқсат, мысалы запрет Құран кітапта бар, дұрыс па? Жоқ, сол кезде рұқсат берді ма? Енді екеуіне рұқсат берді деген сөз жоқ қой еш жерде. Рұқсат бермесе адам атаның балалары Алланың қалауына қарсы, Алланың тыйымына
тыйымымен қосылды ма сонда? Ол кезде Алла жаратты, білді не болатынын. Бірақ екеуіне сендер жақындаспаңдар, ештеңе айтқан жоқ, дұрыс па? Ештеңе айтқан жоқ. Иә. Көбейіңдер деп айтқан жоқ. Жоқ, енді ол сендер жақындасыңдар деп мәжбүрледі ма? Екеуін көбейіңдер деп айтқан жоқ қой. Жоқ, мысалы екеуіне сондай айтылған сөз бар ма? Мейрамбек, мынандай қараш, сен қазір өзің осындай біліп тұрып ұятсыздық істеп отырсың ба, или өзің осындай адамсың ба? Жоқ, ол ұятсыздық емес, түсінсіз. Ұятсыз болмасаң, мен саған нақты қара, ұятсыз болмасаң, Алла сол кезде оларға көбейіңдер деп айтты ма, айтпады ма? Жоқ, енді көбею керек екенін ол Алла әуелден білді ғой. Бірақ оларға жақындасыңдар деген сөз болған жоқ қой, дұрыс па? Жақындаспаңдар деген нәрсе ол былай уақыт өте келе қойылды запрет. Жақындасыңдар деген сөз болған жоқ. Болған жоқ, қайда бар? Қаяқтан оқыдың? Енді Алла сонда ол жерде оларды көбейсін деп жақындасыңдар деген сөз қайдан оқыдың? Адам атаның балаларын көбейсін деп туғызды ма? Жоқ, енді жақындасыңдар деген сөзді. Жоқ, адам атаңды көбейсін деп. Мәжбүрлі түрде дедің. Қалай мәжбүрледі екеуін? Басқа варианты жоқ қой екеуінің. Енді сол мәжбүрлікке жата ма? Әрине. Қалай жатады ол? Мен саған қара, мен саған тек қана алдыңа бір нанды қойып, наннан басқа ештеңе бермей, ал тамақ іш десем, мен сені нан жеуге мәжбүрледім ба? Жоқ, енді ол жерде мен жемеуге құқығым бар ма? Өлесің ба, жемесең? Жоқ, жемеуге құқығым бар ма? Жоқ, жемеу мен өлудің арасындағы таңдауды қою мәжбүрлеу емес па? Жоқ, енді ол жерде мен жемеймін, ал не істейсің маған сен? Иә, сен жемейсің, өлесің, өлуді таңдайсың. Иә, өлдім, ал не болды? Аха, сені өлім мен бір нәрсенің ортасына қою мәжбүрлеу ма? Мәжбүрлеу емес. Жақсы. Онда мен саған басыңа тақап ақшаңды бер, либо атам десем, сен ақшаңды беруге мәжбүрлеп тұрмын ба? Жоқ, енді ол вообще екеуі вообще басқа смысл ғой екеуі. Мейрамбек бар ғой, сен кішкене. Иә, Мейрамбек не деген намыстарың жоқ адамсыңдар, басқаша айтуың керек еді, Мейрамбек. Не деген намыс жоқ дейін бе? Дінді қорғаймын деп болса. Қараш, несібелі, сен айтшы. Былай да, абсолюттік мораль өзгере ма? Біздің адам үшін жаратылған нәрсе. Жоқ, абсолют мораль өзгере ма? Абсолюттік моральға Аллах Тағала бағынбайды. Жоқ, мен Аллах туралы сұрап отқансыз жоқпын сендерден. Абсолют мораль өзгере ма? Аллахтың сипатында абсолюттік мораль деген нәрсе жоқ. Мен сенің Аллахың туралы сұрақ қойып отқан жоқпын, несібелі. Жоқ, сен инцесттен кеп тұрсың сұрақты, инцесттен кеп тұрсың. Ол кезде инцест рұқсат болды, қазір жоқ деп. Тұра тұр. Мен саған Аллаң туралы сұрақ қойып отқан жоқпын. Сендерде абсолют мораль ма? Сенде абсолютті мораль ма? Мораль деген сөзді, абсолютті мораль деген сөзді сен қай мағынада қолданасың мысалға? Әділдік па? Әділ. Дұрыс. Абсолютті дұрыс. Мейірімді ма? Мейірімді. Маған бірақ нәрсе абсолютті дұрыс. Сенің моралің абсолютный ма, жоқ па? Менің моралім абсолютный, бірақ Аллах абсолютті моральға бағынбайды. Сенің моралің Аллах оған бағынуға мұқтаж емес. Мен сенен Аллах бағынама деген сұрақ қойған жоқпын. Сұрақ қоймаған сұраққа жауап бермеші, өтініш. Сенің моралің абсолютный мораль болса, инцест туралы кеттің сен әңгімені. Сенің моралің абсолют болса, абсолютті мораль өзгеріске ұшырай ма, ұшырамай ма? Абсолютті мораль по ситуациям өзгермейтін нәрсе. Өзгермейді, мүлдем? Өзгермеу керек. Иә, енді исламның моралі өзгерді ма? Исламның моралі деп тұрған кезде сен адам аттан айтып тұрсың ғой, дұрыс па? Сол кезден бері бар ғой сендердің исламдарың. Енді Хауа анада өзгерді ме, өзгерген бір жұмыртқадан туған балалар бір үйленбеген. Жоқ, ислам моралі өзгерді ма, өзгермеді ма? Екі бөлек жұмыртқадан. Какая разница, бір жатырдан шығып отыр ғой. Қайталай берсең, бір жатырдан шығып отыр ғой, бір жатырдан шыққанмен жоқ, ондай басқаша жаратылыс болған бірақ. Ол потому что единственная женщина в мире. Болды ғой енді. Сендердің моральдарың сол кезде өзгеріске ұшырады ма, ислам келгелі бері? Хауа ананың жатырындағы жұмыртқалар бір-біріне бауыр болып есептелмейді. Бір жұмыртқадан қыз бен ұл туылса, олар бауырда. Екінші жұмыртқадан туылса, уже қыз бен олар бауыр болып есептелмейді, понимаешь?
Сонда сен родной емес. әке шешесі бір жатырдан шыққан балалар бауыр емес деп тұрсың ба? Оларды қазіргіден айтып тұрған жоқпын. Я, мен саған Адам ата мен Хауа ананы айтып тұрмын. Олар Сонда сен бөлек. қараш. Ол Осындай бөлек. выход, тапқан выходың осы ма енді? Менен бұрын жазып саған ғой, кітаптан оқысайшы. Мен ойлап тауып отқан жоқпын Бір саған. атадан, бір әкесі, бір шешесі, бір жатырдан шыққан балалар бір-біріне туған бауыр емес, солай ма? Жоқ, шешесі, әкесі деп айтып тұрған жоқ. Мен именно Адам ата мен Хауа ананы айтып тұрмын. Сен оқысай кітаптан. Адам ата, кімнің жұмыртқалары о жерде сонда? Сенен бұрынғы адамдарды осындай сұрақ қойған ғой. Ойлайсың ба, сен ғана қойып жатырмын деп? Сонда сендер өстіп жауап бергенсіңдер ма? Сондай жауап берген, аха. Енді осыны қабылдап отқан сен ақымақ па, или біз ақымақ па, түсінбедім. Енді Хауа ананың организмі басқаша болған ғой? Қумашы. Енді сонда бізбен бірдей деп тұрсың ба, Хауа ана мен Адам атаның несін? Олардың қаншалықты жәннаттан келгенде таза болған ғой? Жатыры бір жатыр болғасын, басқа адам болмағасын, қандай вариант болады? Ондай болса 100 шақты бала туала ма қазір бір әйелін? Бір әйел 100 бала туа ма? Ойланшы өзің, Хауа ана 100-ден аса бала туған, аха. Қарашы, мынауың ұят қой, несі береді. Оқыған, көзі ашық, білімі бар адамсыңдар. Осылай алдағанға қалай сеніп жүрсіңдер, мен түсінбеймін. Еще отырасыңдар эфир ашып мен жамандап. Сендерде шектеулі. Одан да осыны талқыламайсыңдар ма одан да? Шектеулі миларың. Талқылап тұрмын. Сендердің миларыңда шектеу жоқ. Дулат деген кісі бар ғой, сонымен не ұқсай? Сендердің миларыңда шектеу жоқ. Иә, өйткені сендерді Құдайды қорғау кезінде қалай құлақтан тепсе де қисынсыз қылып, сендер қабылдай бересіңдер. Фильтр жоқ сенде. Хорошо. 3,2 миллиард ДНК-мыздағы жазуларды химиялық кім жазған оны? Ол случайно жазылып қалған басқа? Алла тағалаң жазған ба отырып алып? Әрине. 3,2 миллиард химиялық әріптер. Тоқта, сол ДНК-ны жазған кезде, ДНК жазған кезде ДНК-да ошибка кетсе, Құдайдың ошибкасы ма? Жоқ қой, бұтымен ошибка. Қалай ошибка жоқ? ДНК-дағы ошибкада мутациямен балалар туады ғой. 3 қолы бар, мысалы. 3 көзі бар деген сияқты. Ол мутацияны сынақ қой? Жоқ, сол ошибка, сенің ақыры ДНК-ны сол Құдайың жазатын болса, демек ДНК-дағы қателіктер ол Алланың ошибкасы ғой енді, опечаткасы ма? Енді ысқақ саған қарап тұрсам, сенің ойыңша как будто бәрі идеальный болу керек, как будто жәннаттағыдай бәрі бай болу керек. Сонда сынақ деген сөз. Тоқта, Құдай жазған нәрсе. Сынақ деген сөз қаяқта қалады сонда? Жоқ, Құдай жазған нәрсе идеальный бола ма? Сынақ, испытание. Құдай жазған нәрсе идеальный бола ма? Идеально. Енді ДНК-дағы ошибкалар қайдан шықты онда, оны Құдай жазған болса? Мутация болады, ол сынақ. Сол адамға берілген. Құдай жазып отырса, ол қатесіз жазу керек, ол әдейі қателесіп отыр ма или? Әрине әдейі. Құдай әдейі қателесіп ме сонда? Қарасай, мутациямен туылған адамдар, кейбіреулер инвалидтер дұрыс па, дауна болады. Дұрыс па? Құдай әдейі қателеседі деп айту. Жан-жағына сынақ болады, өзіне сынақ болады. Ол прямой есепсіз жәннатқа кетеді. Жоқ, Құдай әдейі қателеседі деп айту, Құдай өзін-өзі өлтіреді деген сияқты абсурдный дүние сенікінде. Сынақ қой енді, испытание ғой. Құдай әдейі қателесетін болса, ол Құдай өзіне өзі кемшілікті әдейі істеп отыр да. Ол деген абсурдный нәрсе. Жақсы, не істеп сен дайындал, осы сұрақтарды эфир ашасың ғой, сол кезде осы сұрақтарды талқыла. Қазір енді Мерседесті тексереміз. Мерседес, саған сұрақ. Исламның моралі Адам ата пайда болған заманнан бері өзгерді ме, өзгермеді ме? Осыған иә өзгерді, жоқ өзгермеді деп жауап бер. Сайту не болды? Алаяқтан қашып, шығарып, білімің жете ма? Сөйлесейік те, до конца не болды? Шығара бер. Иә өзгерді, жоқ өзгерген жоқ. Сен тұра тұр, сен енді естігің келген жауапты мен айтпасам, енді твои проблемы. Неге қашып отырсың? Иә өзгерді, жоқ өзгерген жоқ. Қайсысы? Сен қашпаса, сен неге қашып отырсың? Сен комплексын алып отырсың ба? Қалай алып тұрсың? Соған керек бірінші. Мораль өзгерді ма исламның, өзгермеді ма? Қашпа, беркел, сен мораль деп нені айтып тұрсың именно? Исламның моралі өзгерді ме, өзгермеді ме? Нені айтып тұрсың? Именно айтсайшы, конкретно бір нәрсені айтсайшы, мына нәрсе деп айт. Общий моралі өзгерді ме, өзгермеді ме? Общий қандай моралі? Өзгерді, өзгермеді, жауап бересің. Мен саған міне қара, анасы мен баласы қосылу деген нәрсе
кет бар онда жауап бермесең. Біліп тұрсың ғой тупик екен. Біліп тұрсың тупик екен. Бұл сұрақтан ешқайда шыға алмайсыңдар, достар. Мораль туралы бастадыңдар ма? Қадағаласыңдар. Абсолютный мораль өзгермейді, исламның мораль өзгерді, сәйкесінше ислам мораль абсолют емес. Силлогизм, қарапайым силлогизм. Осыны қолданамыз, міне қара. Абсолютті мораль бар деп айтасың ба? Жақсы. Абсолют мораль өзгере ма? Өзгермейді. Ислам мораль өзгерді ма? Өзгерді. Демек ислам моралі абсолютный емес. Қорытынды қарапайым. Жестко не дейміз енді. Силлогизм кәдімгі мат в 4 хода дейді бұны. Менің айтқым келгені мынау еді да, саған дейін де бұлай сұрақ қойған ғой, саған дейін де бұндайлар болған ғой дейді ғой бұларша. Как раз таки сол сұрақтарды көп қойып, осы силлогизммен басқамен мат қойып тастағаннан кейін де исламның мен деген шейхул ислам ана ғазалилер логиктерге қарсы шығып, дәстүрлі мына классикалық логикалардың бәрі Алланы жоққа шығарады, сол үшін адамдікі қате. Біз оны алмауымыз керек деп айтады. Сол үшін де сендер ана мораль деген нәрселерге жабыспаңдар, ешқашан қадаласыңда жүресіңдер. Мына нәрсені ғұламалардың өзі талқылаған. Чтоб вы понимали. Бұнсыз болмайды, мынау мат сендерге. Қайдан тауып алғансың? Сайкүс, сен, мне кажется, бар ғой, жұмыс істемейсің ғой деймін, осыны зерттеп, осыны там ойластырып отыратын біреу сияқтысың. Әйтпесе ойыңа сақ етіп келе қалды деп сенбеймін мен. Осыған дейін қойған адамдардың сұрағын жаттамаған ғой ол деп. Осыған дейін қойған сұрақ деп отырсаңдар, неге жауабын тауып қоймағансыңдар? Қанша уақыттарын болды осы? Соны айтамын да, жиналып алып өсе айтайық, отқанша осының жауаптарын іздемейсіңдер ме? Жоқ, ол сенің ш деген әріпті қалдырып кеткен. Соны айтамын, бір әріп қате кетті, ана жерде бір сан қате кетті деген сияқты. 8-ге көшіндің, екеуін тастап кетіпті деген сияқты. Әңгіме айтқанша, лучше іздемейсіңдер ме осылардың жауаптарын? Жоқ, айтсашы енді, қалай келді мынау саған ой? Білмеймін, на месте өзім суырып салатын әдетім бар. Қарашы, алдында мен Нұржанмен да осы нәрсені айтсам жақсы болар еді деп ойлаймын да. Ол айтады да, ақиқат біреу бола ма дейді да, ақиқат өзгере ма деп сұрақ қояды да. Өзінің ана исламын айтып тұр да, ақиқат қой онда деп ше. Оған осы мысалды айтсам өшер еді ғой деймін да. Деп ше. Былай ақтағанға болады, но оның тоже минусы бар. В общем, абсолютный мораль өзгереді деп айтсаңдар болады да, короче. Бірақ онда біздің абсолютті мойындау керек боласыңдар. Онда адамдікі де абсолютный ғой? Онда ол айтып отырмын бандай. Несі жоқ, минусы жоқ болып тұр да бұл жерде ше. Абсолют өзгереді, өзгермейді деген ход бар. Андай ғой, компьютерный не сияқты ғой, бұл алгоритм сияқты. Абсолют мораль өзгереді, өзгермейді. Өзгермейді деп жауап берсе, исламның мораль абсолют болмайтынға барады. Өзгереді деп айтатын болса, адамның мораль абсолютке шығады. Негізі, кімдердің Ахмадияның үтіктеуі жақсы да, адам ата мен Хауаның алғашқы адам емес, алғашқы пайғамбар. Алғашқы пайғамбар деп айтады да, сол олар шешкен ол проблема. Жоқ, тұра. Қай алғашқы пайғамбар? Кімді айтып отырсыңдар? Адам атаны олар алғашқы пайғамбар дейді ғой, алғашқы адам емес дейді. Ахмадия жамағаты ма? Ахмадиялар, адамзат осылай эволюциямен дамып келгенде, сосын уже сана пайда бола бастаған кезде, сол қауымға пайғамбар ретінде адам атаны жіберген деп айтады. Әзиз, рахмет. Әзиз қолдап отыр Каспиймен. Рахмет, Әзиз. Алғыс. Болды, екеуін шығыңдар. Мерседес қоймайды. Міне. Жақсы қонақтардың біреуін таптым. Осы кісіден сұраймыз. Тауып алдың ба? Конечно. Қалайсың, Ысқақ? Жақсы өзің қалайсың? Нормально. Жалпы сұрайын деген ғой, Ысқақ? Ағартушы деген... Саған да сұрақ бар. Маған сұрақ қоймайды, мен бірінші сұрақ қойсын, мен бірінші бастадым. Сен қорқасың ба сұрақ қойдың? Жоқ, мен бірінші қойып отырмын, ағартушы деген кім жалпы? Не ол? Обратно. Ағартушы деген ағартумен айналысатын адам. Сенде сонда не қабылдайсыңдар ма? Бригада бар ғой сонда, бригада бар. Конечно. Қандай тоғы сендерде? Айтуға болмайды. Неге айтуға болмайды? Қорқасың ба? Жабық қой бізде. Енді менде Алматыда кішкене авион бар деген ғой, енді вдруг керек болып қала ма деген. Сендерден алмаймыз, сендер өтірікшісіңдер ғой, кейде аласыңдар ғой.
ойбай неге кейде алып нормально жұмыс беремін ғой мен деген. Енді мен сенің қазір серьезный адам немесе серьезный емес екеніңді бір-ақ сұрақпен анықтай саламын ғой. Қалай анықтай саласың? Мен саған сұрақ қойдым, ағартушы деген жалпы не ол, кім ол? Жауап бердім ғой саған. Енді ағартушы сен қазір 200-лікпен қашатын болсаң, саған сенуге болмайды деген сөз. Қашпасаң, саған сенеміз. Просто сен сияқтанды, егер сен қазір бізде мысалы компания емес, наебщик болып шықсаң, сенімен жұмыс істеудің не керегі бар? Қалай дейді, қайтадан айтшы, түсінбей қалдым. Сен компания емес, наебщик болып шықсаң, соны сенімен қайт жұмыс істейміз мысалы. Аха. Соны анықтайтын менде бірнеше сұрақтар бар да қазір. Бүгін дайындап отырмыз. Свежий. Именно соны маған кеп дайындап отырсың ба қазір? Сенің алдыңдағы адамдар пісіріп кетті ол. Уже дайындап пісіріп, уже қас-қас болғана қалды ма? Ыстық болып тұр қазір. Сенің алдында Мерседес, несібелі деген таныстарың бар ғой, солар көп пісіріп кетті әдемілеп. Әдемілеп пісіріп кетті ма? Құрайын ба соны саған? Қайсы, қандай сұрақ еді? Мен что-то енді ғана келіп қалдым да. Сенің моралің абсолютті мораль ма? Моралің. Мен ысқақ сразу айтайын, анандай емес жаңағы. Білімді деп айта алмаймын өз-өзімше. Мойындау керек қой. Мойындағанда ерлік қой. Білімнің не қажеті бар бұл жерде? Енді мысалы мен абсолютпен мораль дегенді мен қатты түсіне бермеймін сразу. Абсолют дегенді қалай түсінесің сен? Құдай абсолют па? Құдай абсолют па сен үшін? Мен айтып тұрмын ғой, абсолют деген не екенін түсінбеймін дедім. Мораль не екенін түсінбеймін дедім. Абсолют не екенін түсінбейсің дейсің ба? Абсолют деген арақ ол. Абсолют деген. Арақ деген ба? Өзің ішесің ба соны? Жоқ, сатам. Енді оны айтпаса арақ жайлы керек емес қой онда. Неге ол? Айту харам емес шығар саған. Енді харам деп жатқызуға болады ол нәрсені, конечно. Жарайды, жақсы. Сен өз исламға қалай келдің, өз қашан келдің? Қалай келдің дейсің ба? Иә. Толғаннан бері мұсылманбыз ғой? Таңдауың болмады ма? Қандай таңдау? Мұсылман болуға ма? Иә, мұсылман болу, басқа нәрсені қарау деген сияқты. Жоқ, мен өзім ата-бабам ұстанып келе жатқан нені қалайша таңдау жасаймын мен. Мен мысалы христиан болғым келмейді ғой. Сонда ата-бабамыз ұстанған дінде мәңгі қалуымыз керек па? Ата-бабам ұстанған ма? Ислам дінде қалуымыз керек, иә. Ол онда ислам келгенге дейінгі аталарымыз неғып аталарының жолында қалмаған? Қалай дейсің? Естілмей қалды. Ислам келгенге дейінгі аталарының жолында, ислам келгеннен кейінгі аталарымыз неғып қалмаған деймін да. Сатып кетті. Енді мен қара қазақ болып қалыптастық қой. Жәнібек Керей ата-бабамыз. Қалыптастық дегенде сендер таза документпен сөйлеседі екенсіңдер. Енді біздің Жәнібек Керей атамыз қазақ болып қабылдап, ислам дінін солай бізге бекітті, дұрыс емес па? Жоқ, сендер мен андай кәдімгі өмір сүрген аталарың туралы айтып отырмын, қай мемлекеттің құрамында кім деп аталғанын емес. Жалпы сенің аталарың өмір сүрді, олар исламға дейін мұсылман болған жоқ. Бірақ ислам келгеннен кейін олар аталарының жолын сатып кетті ма сонда? Қалай олар мұсылман болған жоқ? Енді ислам келмесе қалай мұсылман болады олар? Ислам болған ғой енді. Енді ислам жоқ, ислам келгенге дейін адамдар болған шығар. Ислам келмей тұрды адам болған шығар дейсің ба? Иә, қазақ даласында өмір сүрген шығар адамдар. Өмір сүрді ғой, иә. Иә, солар ислам келген соң неге өздерінің аталарының дінін сатып кетті? Қалай сатып кетті олар? Енді олар ата-бабасының жолында қалу керек еді ғой, исламға өтпей. Тәңір ілімінде ме? Білмеймін, қандай ілімде болса да сода қалу керек еді ғой деймін да, олар исламға өтпей. Жоқ, қалайша сатып кетті, мен сен түсінген жоқпын. Жоқ, сен мысалы қара, сен ата-бабаңның ұстанған дінімен жүрсің. Олар ислам келген соң ата-бабасының ұстанған дінін, сенімдерін лақтырып кетті. Неге деймін? Қалай ойлайсың? Дұрыс емес болған. Исламның несін Құран кәрім келгеннен кейін, зерттегеннен кейін, значит, осы бізге жақсы болады деп осын қабылдаған. Дұрыс емес екен, дұрыс емес екен олар қалай анықтайды? Мысалы, сен қазір исламның дұрыс емес екенін анықтай алмайсың ғой? Оны қайт дәлелдеп бересің?
Жоқ, мысалы сен қазір ата бабаң жолы исламмен кеп тұрып, сен исламның қате екенін қалай түсінуің мүмкін? Ешқандай ол не емес қой, жаңағы не деуші еді, жаңағы қисық емес қой, қисық ештеңе жоқ қой бұл жерде. Сен оны көре алмайсың да енді. Нені көре алмаймын? Қисық жерлерін, басқаларын. Маған қайтта доказать етіп бересің, қисық жерлер бар екеніне маған. Сен өзің оқып кірдің бе исламды өзің? Былай қарап кірдің бе? Сен қарап кірген жоқсың ғой. Яғни ол ұйқаспайтын жерлердің болуы мүмкіндігі өте жоғары, сен оқыған жоқсың өйткені. Сондай бар ма? Енді оқып кірсең сен айта алатын едің да, оны мынандай бар деп. Оқымай кіріп алсаң сен қалай айтасың? Осындай мәселеде қазір. Сондай бар ма? Мәса. Оқымай кірсең. Көзді естіп ашасың ба сен? Оқымай кірген деген мысалы дұрыс па, өзің қалай ойлайсың? Көз ашушылық деген осы ма? Енді осыны қалай ойлайсың? Адам бір дінді оқымай, қарамай соған кіріп кеткендігі бұл дұрыс па, дұрыс емес па? Сен сонда қараш, ислам діні Қазақстанда тыңдашы, мен бірақ сұрақ қойшы саған. Қара, ислам діні Қазақстанда бар, иә? Жауап беріп көрсей, дінге, мен жауап беремін. Дінге. Сен мына нәрсеге жауап берші. Ислам діні Қазақстанда бар ғой? Біліп тұрсың ғой сен. Тыңда. Қара, ислам діні Қазақстанда бар ғой? Мен сен сұрағыңа жауап бермеймін, сен жауап беруің керек бірінші маған. Жоқ, бекітілді ғой, соған жауап берші. Жоқ, сен бірінші маған жауап бересің, мен сосын жауап беремін. Өйткені бірінші мен сұрақ қойып отырмын саған. Жоқ, сен қараш, мен саған сұрақ қойып отырмын. Ислам діні Қазақстанда. Мен саған сұрақ қойдым. Бір дінді қарамай, оқымай, оған кіріп алу дұрыс па, дұрыс емес па? Зерттемейінше ма? Иә, зерттемей, оқымай, қарамай, әке-шешем ұстанған екен деп кіріп кете салу дұрыс па, дұрыс емес па? Осыны айтшы маған. Дұрыс, дұрыс емес. Конечно, оқып зерттемесең дұрыс емес ол. Енді сенікі онда дұрыс емес қой. Неге менікі дұрыс емес? Сен оқып зерттеп кірген жоқсың ғой. Ислам дінін ба? Иә. Енді айтса, менікі дұрыс емес. Менікі дұрыс емес. Мақұл, мен дұрыс емес дедім, жарайды. Осы позицияңда тұр да, енді бәріне айтып жүр. Мен сен сұраған жауап бердім ғой. Енді қара. Мен саған сұрақ қойып жатқан жоқпын, бір нәрсе айта салайын. Енді сен айналаңдағы жүрген адамдардың бәріне осыны айтып жүр. Яғни дінге зерттемей, оқымай кіріп алғандарың дұрыс емес деп айтып жүр. Жақсы сұрақ қой. Қалай дейді, қайттан айтшы. Айналаңдағы адамдарға дінге оқымай, қарамай кіргендерің дұрыс емес деп айтып жүр деймін. Бізде Қазақстандағылар ма, оқымай, білмей. Сондай адамдар кездестірсең, оқымай, сондай адамдарды кездестірсең, яғни оқымай, қарамай, дінге кіріп алғандарды кездестірсең, сендердікі дұрыс емес деп айтып жүр. Болды, сұрағыңды қоя бер. Сұрағыңды қоя бер, тыңдап отырмын. Енді қазір қарасаң сұрақ қойшы. Ислам діні Қазақстанда бекітілді ғой, дұрыс па? Мемлекеттік дін деп бекітілмеген, рұқсат етілген діндердің ішінде бар. Қалай дейді? Дауысын дұрыс естілмей қалды. Мемлекеттік дін деп бекітілмеген, рұқсат етілген діндердің ішінде бар. Сен бекітті деген қай мағынада айтып тұрсың? Мысалы, мемлекеттік дін деп бекітілмеген, рұқсат етілген діндердің ішінде бар. Әркім өзі ұстана алады. Дауысын өшіп қалып жатырмын, қайта. Дауысың? Иә, естіліп тұрсың. Естіліп тұр. Қайттан шығып, қайттан кіріп көр. Сен шығардым, қазір қайттан запрос жіберіп көр, сұрағың қалып кетпесін. Жауап беремін сұрақтарына. Достар, лайк басайық. Лайк басып, қолдап отырайық.
бүйтіп айтатын еді ғой жаңа. О, Рәке, рахмет. Бүйтіп айтатын еді ғой тамадалар. Басыңнан бақ кетпесін, астыңнан тақ кетпесін, алып келген сұрағың ішіңде қап кетпесін деген. Сол үшін достар, бауырлар, келген құрақтарың болса, соны қойып бірақ кетіңдер. Әлбек сұрақ қояды қазір. Мұсылмандардың адасқан ұрпағы қалайсың? Адасқан деп айтпауымды іздеуші едіңдер ғой сендер өздеріңше. Бірақ адасқан мұсылман ұрпағы екені рас қой енді сен. Адасқан түгім жоқ. Енді аталарың дейтін, біздің ата бабамыз Алтын Орда кезінде мемлекеттік дін ислам болды. Бүкіл Алтын Орданың мемлекеттік дін деген бол, мемлекеттік дін деген халықтың бәрі мұсылман деген сөз емес қой. Бәрі мұсылман болды. Олай айта алмайсың. Ол жала жабу болды, Әлбек, жала жаппа. Жала емес. Тәуке ханның 7 жарғысының өзі айтып тұрған жоқ па? Басқа дінді қабылдаған адамды елден қуып жібереді. Жарайды, тоқтай тұршы. Сен жаңа басқа дінді қабылдаған адамды елден қуып жібереді дейсің ба? Иә, 7 жарғыда бар ғой. Тәуке хан мұсылман болған ба? Иә, мұсылман болды. Онда ол неге бұл жерде дінде зорлық жоқ деген принципті ұстанбай тұр? Біздің қазақтар сондай болған ғой. Біздің қазақтар Құранға бағынбайтын болған десе? Біздің қазақтар, короче, отмороженный болған ғой. Құранға бағынбайтын болған десе енді? Құранға бағынады ғой, бірақ жаңағыдай мінездері болған да біздің қазақтың. Жоқ, Құранға, сен мінезің Құраннан жоғары тұра ма не? Біздің қазақ енді сондай болған енді, адамның басын кесіп. Енді ашығын айтсақ, Құранға бағынбаған деп. Бағынды ғой, бірақ бағынса дінді зорламайтын еді ғой. Жоқ, бағынса дінге зорламайтын еді ғой, Әлбек. Экстремизм кішкене көбірек болған ғой біздің қазақта. Экстремизм деп айтпа, бағынса дінге не қылмайтын еді, зорламайтын еді. Бағынбайды ғой. Ол солай болған енді, мен олай мынаусы дұрыс. Енді фактыны бар деп айтпайсың ба? Иә, бағынбайды деп. Бірақ жаңағы орыстың саяхатшысының жазып кеткені бар да, қазақтар дейді, діні магомедианство дейді, басқа діннің адамдардың, басқа дінде жоқ адамдардың бәрін кәпір дейді деген. Басқа діндегілерді де кәпір санаған. Сонда өте грубый. Сонда сен қазақтарды андай такфирист болған деп тұрсыңдар ма? Біздікілер, короче, қатты болған да ондай жағынан. Дінге қатты болған. Диктатор болған ғой, короче, біздің қазақтар. Онда ислам қазақтарды дұрыс нәрсеге үйретпеген екен, не? Просто жердің, Алтын Орданың жерінің бәрі ислам, Берке ханның, Өзбек ханның тұсында бүкіл Алтын Орданың жері ислам қабылдап қояды да. Одан кейін қазақ даласында, тәукелер қазақ даласында исламды зорлап кіргізген десе адамдарға. Жоқ, Тәуке ханның кезінде уже оған дейін кіріп болған ислам. Соған дейін, сонда зорлықпен ислам ұстатқанын мойындап отырсың ба? Берке хан ғой, Берке хан кішкене зорлықпен ұстатқан. Тәукеде оңдырып тұрған жоқ па? Тәуке хан да сонда зорлықпен ислам ұстатқан ба адам халыққа? Тәуке хан просто жарғыны шығарған да жаңағы. Енді зорлықпен халыққа ислам ұстатқан болып тұр ғой бұл жерде. Қалай ұстатса да біздің аталарымыз, енді аталарымыз жамандап. Дұрыс емес қой ислам бойынша ол. Иә, дұрыс емес. Бірақ солай істеген біздің аталарымыз, не істейсің енді? Енді сен онда исламның дұрыс нәрсеге үйретпегенін мойындап тұрсың. Бірақ сенің соның ұрпағы екеніңді біліп отырсың ба, солардың? Мен олардың ұрпағы болсам да мен қорғамаймын, қолдамаймын ол Тәукенің ол саясатын. Жарайды, сен жаңа адам атаның несін айтып отырсың ғой? Сен Тәукенің сол саясатын қолдайсың ба? Жоқ, ондай қатты қолдамаймын енді. Дұрыс, міне әділет дұрыс. Жаңа адам ата дейтін өзінің балдарын дейтін бірін-біріне қосқан деп айтып отырсың ғой? Иә, мәжбүрлеп. Соны дейтін мысалға былай асыл тұқымды малды шығарғанда негізі тап солай жасайды, білесің ба? Қойма. Рас мен саған. Если жаңағы асыл тұқымды малда ешқандай мін болмаса, даже өзінің қызына да қосады оны. Туған бұзауына мысалы. Қойыңдар, қойыңдар, көрсейші мен, әдейі соны оқыдым. Қойыңдар. Мен деген біздер бар ғой, мен әкем, атам, атақты Әлбек болды, мен саған рап айтамын. Ауыр деймін мұны, болмайды деймін бұл. Мен саған өтірік айтқан жоқпын, мен саған өзім соны көрген адаммын. Ана микроскоппен де ұрықтың қандай екенін көрген адаммын. Бізде лаборатория болды ауылда. Жаңағы ұрықты алып микроскоппен.
ана жұмыртқаның ақ уызын алып тастайсың да сары уызын тамақ ретінде бересің жаңағы ұрыққа. Осы шын нәрсе. Так, Бекглад, Салтанат, рахмет сіздерге. Жаңағы мен саған айтайын дегенім, асыл тұқымды таза породаны алып қалу үшін жаңағыдай формуаны ұстанады. Міні жоқ болса, асыл тұқымды малда, оны ұстай алады соны, солай істейді. Намасандар просто алып барып, ғылыми солай істеле ме, қалай істейді, асыл тұқымды малды қалай шығарады десеңдер, анда ат шығады ғой, немересін, шөбересіне қосады да, ана аталық бұлқаны. Даже қызына да қоса алады, өзінен туған бұзауына. Ё-моё, жарайды осы, ізденіп қарап көрерміз. Ауыр болып отыр бірақ бізге. Айнура, рахмет. Өте ауыр болып отыр. Ана жақта Мерседес пен Мерседес қосылып жамандап жатқан шығар мен. Ассалаумағалейкум деп айтпай ақ қойын, армысың, амансың ба? Ай, аман өзіңіз ғой. Ысқақ, өзіңнің бір қолдаушың бірімін. Ай, алыс. Көптен бері тыңдап жүрмін, өткенде де бір 2 минут бергенде ғана қысқаша ғана сөйлесіп едім. Кеше, в общем, бір эфирға случайно кіріп қалсам, сен туралы бір жаман әңгімелер айтып жатыр екен. Ана ведущий жігіт сені қолдап, былай жалпан дейіс жігіт екен де, былай ислам дінінен емес. Содан Чина деген бір болып еді ғой, білесің бе? Иә, сол туралы әңгіме болып, соны көтеріп жатыр екен де, соған случайно кіріп қалам. Ана жігіт айтып тұр да қазақилық жағынан, ол Ысқақ ондай емес, ол үйтіп андай көтке кіріп кешірім сұрамайды Ысқақ, соны дәлел алып келіңдер деп. Соны күтіп отырамыз, в общем. Анау Чина деген намазхан екен, в общем. Намазын оқып келеді, анау келеді, мынау келеді деп күтіп отырдық. Әлі келмеді, мына келмеді. Сонда разы болғаным, в общем, ана жігітке разы болғам ғой. Саған жалпы толықтай қолдамасам да, былай қазақилығыңды неңді қолдаймын, Ысқаққа болсын, жалпы кімге болсын, любой қазаққа тұрып берем деп айтыр да ана жігіт. Сонысына риза болам да. До конца күтті ол жігіт негізі, мен сол эфир до конца болдым. Жамандайтындар да бар, енді даттайтындар да бар, ақтайтындар да бар. Бірақ ана жігіт ақтап алғысы келгені маған қуантты да сонда. Дұрыс, бірақ қандай заман ғой, ешкімге ондай тұрып берем деген нәрсе дұрыс емес негізі қазір. Жоқ, риза боласың ғой, ниетіне, жаңағы ойына. Ниетіне риза болдым, дұрыс. Ниетіне, адамның бір көңіліне риза боласың, бірақ тем более әлеуметтік желідегі басқа бір адамдар үшін бір былыққа кірудің қажет жоқ. Мен үшін болсын, басқа үшін болсын, не стоит. Мені қолдайым деп, немесе мен үшін менің сөзімді сөйлейім деп, бір жерде конфликтке кеп, немесе біреулермен ерегесіп қалып, ондай последствия болған қажет емес. Ол не стоит. Қысқасын айтқан кезде мен үшін біреумен проблема жасауға стоящий адам емеспін. Сол үшін ондайға бармай ақ қойыңыздар. Бұлай ниеттеріңізге, қолдауларыңызға алғыс. Ал бір күрделі мәселелерде осы қауышын деп ондай қажет емес. Мен ол нәрсені естімеуім де мүмкін, бағаламай қалуым да мүмкін, көңілдеріңіз қалып кетуі де мүмкін. Осындай ертең істедім ғой деп, мен ешкім емеспін. Осылай не қылып едім ғой деген сияқты ондай нәрсе қажет емес. Маған ондай жасаған көңілдеріңіз қайтпай қалуы мүмкін. Сол үшін мен үшін ештеңені жертвовать етіп, немесе біреумен ерегесіп ондай нәрсе қажет емес. Мен оған лайық адам емеспін. Бірақ көңілдеріңізге, ниеттеріңізге рахмет. Қайтар көңілім дейді. Так, астынан бастап көрейік. Аманбек. Нұрбол. Так, запростар что-то кетіп қалған сияқты мына кісілер. Так. Bilxayr. Манборо. Хачми. Хачми бар екен. Қос бір минутқа дейді. Қазір қосамыз.
Механдар шум екен. Ысқақ, қалайсыңдар? Жақсы өзіңді. Тұрып берем деген әңгімен жаңа қосып кетейін дегенім ғой. Сен өзі жалпы ішпейсің, иә? Алкоголь. Егер саған біреу қымбат виски немесе коньяк құйып беріп жатса, сен ішпеймін, сен ысқақ, сен сыйлаймыз іш деген кезде, сол кезде мені шақыр, сол кезде тұрып берем. Астында боламын мен қазір. Давай. Лайк басып отырайық достар. Бұныкі әйтеуір ішкіліктің әңгімесі ғой. Атеистердің ішіндегі андай несі ғой бұл, қалай айтамыз, бір дақ. Бұл біз атеистердің ішіндегі не, атеист емес қой бұл. Осы біздің жамағаттың ішінде жүрген құмалақ бұл. Құмалақ. Бір қарын майды шіртет бұл бізді. Бәрімізді шіртет бұл. Бұл бір қарын май ертең бәрімізді шіртет. Осыған қарап, мына дінсіздер алқаш деп айтады бізді. Текила, мекиана деп. Құрманбаев любойың үшін тұрып береді. Қымбат спиртной берсе тұрып берем дейді. Ставкалар көтеріліп отыр астында. Достар, мен парақшама видео шығардым бүгін. Приондық аурулар туралы видео шықты. Соған лайк басып, комментарий жазып, астына Нұрислам мен Арманды белгілеп, қолдап кетіңіздер. Жақсы видео. Приондық аурулар бар, жаңағы емделмейді. Ұйқысыздығы бар, бағанағы куру ауруы деген бар. Сосын бағанағы сиырдан жұғатын құтыру сияқты аурулар бар. Бұлар бұрын білмеген ғой, қалай адамнан адамға жұғатын. Өткен ол кезде жаңағы бактерия арқылы жұғады, немесе ауру вирус арқылы жұғады. Ал ол приондық аурулар жұқтыратын вируста емес, бактерияда емес, қарапайым ақуыз. Сол жаңағы бір гендегі мутацияға байланысты ақуыз пайда болады. Ақуыз дұрыс жиырылмай қалады, ол айналасындағылардың бәрін құртады, адамның миын губка сияқты кеуек қылып тастайды. Сөйтіп адам емделе алмай, өте қиналып, азаппен өледі. Мысалы, вообще ұйықтай алмай зомби болып өледі. Ол емделмейтін ауру да. Соны бұрын Стэнли Прузенер деген ғалым соның ауруды ашқан кезде, бұл ақуыз арқылы жұғатын ауру деген кезде ғылыми қауымдастық күлген ғой бұған. Ғалымдар, қуасың ба? Ауру деген бактериядан болады, болмаса вируспен жұғады деген кезде оған сенбей қойған. Бірақ Прузенер ақыры дәлелдеп өзінің эксперименттерімен, ғылыми жұмысымен 70-80 қаншасыншы жыл Нобель сыйлығын алған да. Осы приондық аурулар дәлелдеген. Сол туралы мен видео шығарып қойдым. Лайк басып, комментарий жазып, жаңағыдай қолдап отырайық достар. Так. Ол да өтірік болуы мүмкін, тексеріңдер. Қалайсың Ысқақ? Жақсы өзіңді. Жақсы. Мына видеолардың бәрін көріп жүрмін да, ютубтағы. Былай прямойдан да қараймын. Бір видеоны түсінбей қалдым да. Кім бар ғой? Нұржан деген ұстаз. Сол мойындады ма, не болды? Ысқақ алейхиссалам деп қуып отырды ғой бір неде. Оның олай қуғанын мен естімеппін, бірақ ол ешқашан ештеңе мойындамайтын адам ғой. Олар өз арасында ғана мойындайды, мысалы бір өздері мұсылман бауырларының арасында ғана мойындайды да қателігін, сырттағыларға мойындаса білмеймін олар. Ақыр заман басталды. Алейхиссалам, кім ақылтай сахаба деп. Ол Нұржан етіп айтпайды, ол басқа біреу болу керек. Дауысы сол бірақ. Дауысы ұқсайтын болу керек, Абылай Нұржан етіп алейхиссалам деп айтпайды ол. Ол өте ауыр болады оған. Так, Нұржамал, рахмет. Бауырбекұлы,
Алғыс, а чё бізде ішеміз дейді. Ал іштен іш. Саш. Ал, қалайсың, бауырым? Амансың ба? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Сен мені келісе алмай жүрдің никак. Айтыңыз. Иә, мен де бір мынандай, сен ана неңді тақырыбында анау ұйықтай алмайды деген тақырыбына кіріп тұрмын ғой. Менде сондай оқиға болды 1 жыл бұрын. Ұйықтай алмаймын, түнде свет сөндірсем болды. Қысады. Қатты қысады кәдімгідей. Бір жануар демалып тұрғандай болады. Үстіне басады. Бастырып қатты болды. 1 жылда жүрдім, свет жағып қойып ұйықтаймын. Сөйтіп сен айттың бір неңде. Ол адам өзінің миы сөйтіп. Не сияқты. Ой, қалай еді. Короче, адам өзі миы соған секіреді. Ой, қалай еді. Короче, сондай болды, очень. Соған дейтін. Сен нені естігеннен кейін тоже бір осылай сөйтіп жатып қалып едім. Сонда кроваттың жанынан келіп тұр, екеуі мақұлық болып. Сосын бүйтіп басымды көтеріп қарадым да. Шайтан жоқ қой деп едім. Екеуі жоқ болып кетті. Екеуі. Содан кейін совсем келмей қалды. Свет сөндіре қосам да. Содан саған бір рахмет айтайын деп. Ой, рахмет. Сен бір эфирінен кейін айту. Оған сәзім ұйықтай алмайын. Свет сөндірсем, бітті сразу жетіп келеді жаныма. Үстімді басады. Сап-сақың болып құшақтайды. Сондай түрін. Жақсы, рахмет сізге алғыс. Көмегім тиіп жатыр адамдарға міне. Көмегім тиіп жатыр. Адамның несіне байланысты ғой ол. Өзіне сендіруіне байланысты. Емшілікпен айналсам. Көмектесем шынымен де. Ақтырна деп бекер айтпайдымыз. Ал, Нұрлан, айта бер. Тыңдап отырмын. Тыңдап отырмын болғанда, сен запрос жіберіпсің, сол бірдеңе айтамын деп сен күтіп отырмыз. Өзің не Құдай жоқ деп жазып қойыпсың деймін да. Өзің қаяқтасың, жалпы. Құдай жоқ дейтін жақтан. Ол да проблема жоқ болса, жоқ дейсің, сен үшін жоқ, мен үшін бар болды ғой. Сен үшін қалай бар ол? Мен үшін бар, енді болды, сен менің ұстанымда емессің ғой, мысалы. Мүмкін бізде тауып қал, сен қалай тапқаныңды айтсаң, мүмкін бізде тауып қаламыз. Қайдан білесің? Оны білмеймін, мен не қылмаймын, айта алмаймын саған, сөйтіп қайтып таптым, бүйттім деп. Айтсаң жақсы болатын еді, біз таба алмай жүрміз. Іздеймін сені деп Құдай іздеп жүрміз. Анда барам жоқ, мұнда барам жоқ. Ешектің астын қараймыз жоқ. Таппадық. Ешез. Ойға да бардық, қырға да бардық. Нұрғасым. Ойбай, бұра басылып кетті атасың. Жақсы. Байқауыста қосылып кетті. Лайк басақ, достар, лайк басып қолдап отырайық. Комментарий жаз. 126 мың лайк көпті, давайте. Ассалаумалейкум. Жақсы сөзің қойсын. Ерлан, рахмет. Сахна женейден тыңдап отырмын да. Бұрыннан бері тыңдап отырмын. Бір және кірген адамдар, және мұсылмандар
бір нәрсені түсінбейді. Біз кішкентай бұрын енді кішкентай кезде есімде қалған медресеге баратынбыз ғой. Сол кезде айтатын да бізге енді. Естіліп тұр ма? Иә. Сол кезде айтатын жәнегі осы дінге сену ол просто сенім деп ше. Бірақ былай логикалық түрде ешқалай түсіндірмейді да. И сол қазір кіріп жатқан адамдар просто біз сенеміз деп айта алмайды да. Иә. Проблема сода ма деймін да. Дұрыс. Айта алмайды. Өйткені бұлай олар өздері дәлелдегісі келеді да, бірақ оны дәлелдеу абсурд невозможно да, былай қарағанда. Сол үшін олар просто сенеміз деп айтса, сол шын болады да. Жаңа ақиқатын айтса, сенеміз тупо деп. Былай айтқанда. Иә, сол дұрыс қой, жаңағы сенеміз болды десе, тема жабылады сол жерде. Кеш жарық. Қайырлы кеш. Мен жаңағы шизофрения қалай түсіндіріп бересіз Асқақ? Шизофрения, например, научный бұл бар ғой. Шизофренияның ол туралы бір видео, кімде Панчинда видео шықты ғой, сол туралы целый. Бүкіл жаңағы соған қатысты бар ақпараттың бәрін жинаған. Сол видеоны көресің жақсы болады негізі. Ютубта бар Александр Панчин. Панчин, болды енді. Александр Панчин. Жақсы, алғыс. Александр Панчин шизофрения туралы білгілеріңіз келсе, Александр Панчин ол биолог, биология ғылымдарының кандидаты, ғалым, кәдімгі биолог ғалым. Соның ютубта каналы бар, танымдық. Сол жерде ол шизофрения туралы айтады. Шизофренияның қалай болатыны, қандай себептері бар, ол қалай көрініс табады, дауыстар қайдан шығады, ол дауыстарды адамдар қалай, кәдімгі шизофренияда былай екен ғой, бұрыннан сөз дауыстармен өмір сүріп жүрген адамдар жаңағы шизофрениялық дауыстармен шизофрениялық дауыстармен келісіп алады екен. Өйткені олар сол туралы бір адамның сөзі бар, тедте айтатын. Мен бұл дауыстардың ешқандай да сырттан келген емес, өзімнің ішкі қалауларым немесе қорқыныштарымның сол дауыс болып миымна шығып тұрғандығын түсіндім дейді. Сондықтан да маған мысалы қазір мына жаққа барма, ол жақта қауіпті деген бірдеңе айтса, мен оны түсінемін дейді. Бұл дауыс маған өзімнің ішкі қорқыныштарымның бар екенін, ішкі қорқыныштарым маған бір нәрсені ескерткісі келіп тұр деп қабылдайды екен да. Сол дауыспен ол дауысты қабылдап, өзінің өмірінің бір бөлшегіне айналдырып, солай өмір сүре беретін адамдар бар екен. Шизофрениктер. Кәдімгі айналадағы адамдардың ажырата алмайсың, бірақ оның басында дауыстар бар да. Жаңағыдай айтып отыратын оған бір нәрсені, мынандай, короче, былай деп айтып тұрады дауыстарды. И ол сол дауыстармен өмір сүре береді. Және ол дауыстардың ғылыми түрде біледі қай жақтан келгенін. Мына дауыс мына жақтан келеді, бұл мидың мына бөлігінен келеді деген сияқты. Оны білмейтін адамдар, онда олар не қылады? Шошиды да, мысалы, қатты неғып кетеді. Қалай айтуға болады? Енді одан жынданып кететін адамдар бар, неше түрлі жаман нәрсе істеп қоятындар бар. Сол туралы жаңа видеоны көріңіздер. Панчиннің шизофрения деген. Асқақ, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Мен сұрағым бар да, сіз енді атеизмді қолдайсыз ғой, иә? Қолдаймын деп айтамын, өзім атеистпін. Жалпы енді мысалы сіз домбыра тартасыз, иә? Мысалы енді біздің жыраулар бар ғой, қазақтың қашаған, жаңағы тағы да қайқылар бар деген секілді. Мысалы олар айтады да, там жұмақтың шегін жаңағы айтады ғой бір жырында, шегін қарам, несін қарам десеңіз деген секілді, жәннаттікі дегендей. Иә, Есқали Соппық айтқан. Иә, осы туралы не айтасыз? Мысалы енді демек Құдай бар ғой. Мысалы шәкәрім аталар, абайлар. Олар да біз сияқты адам ғой. Олар сенген нәрсеге сенуі міндетті емес қой. Олар да біз сияқты адам бір нәрсеге сенгені бар, сенбегені бар. Олардың сенгені Құдайдың бар екенін білдірмейді. Мысалы, сіздің сенгеніңізде Құдайдың бар екенін білдірмейді.
сіз мүмкін жыраулық жағынан, жыршылық жағынан Қатаған мен Қашағаннан мысалы біз бәріміз мысалы жыраулық, жыршылық жағымыздан Қашағаннан асып түсе алмайтын шығармыз мүмкін. Қашағанға жете алмайтын да шығармыз. Бірақ дін мәселесіне келген кезде Қашаған мен біздің не айырмамыз бар? Қашағанда тура біз сияқты адам, ол неге сүйеніп сенгенін білмейсің. Біздің де неге сүйеніп сенбей жүргенімізді олар білмейді. Тіпті бізде олардан көбірек ақпарат бар деп айтуға болады. Мысалы бір атақты тұлғамен оның мықты жағымен күресіп отқан жоқпыз ғой, біз онымен таласып отқан жоқпыз. Мысалы жыр шығарып Қашағанмен жарысып отырған жоқпыз, біз Ақтанмен. Біз ол сенім мәселесіне келгенде бәріміз теңбіз. Мысалы мен Ньютонмен физикадан жарысамаймын. Мысалы Эйнштейнмен физикадан жарысамаймын. Бірақ мен сенімге келген кезде Ньютон пантеист болды екен деп мен пантеист болуға міндетті емеспін. Жаңа Ньютон христиан болды деп христиан болмаймын. Эйнштейн пантеист болды деп пантеист болуға міндетті емеспін. Себебі бұл мәселеге келгенде екеуміз теңбіз. Тұлғаларды абсолют қылып, оларды табынудың қажеті жоқ. Бәрі адам, кәдімгі қарапайым адам. Бір саланың мықтылары. Мына Шухрат сияқты арамзалар, мысалы Арман, Нұрислам сияқты арамзалар осы нәрсені не білмейді, не біліп тұрып қарсы пайдаланғысы келеді бұлар. Сен типа Абайды мойындамайсың ба деп айтады да, мен Абайдың өлеңін мойындамайын деп тұрған жоқпын. Абайды қазақтың бас ақыны еткен өлеңдігі ма? Мен Абайдың өлеңін мойындамаймын, Абаймен ақындықпен жарысам деп тұрған жоқпын. Абайды бас философ қылған, Абайды қазаққа танытқан философиясы ма? Мен Абайдан асқан философпын деп тұрған жоқпын. Бірақ басқа мәселеге келгенде мен Абайдан қай жерім кем? Сенің Абайдан қай жерім кем? Өмір сүруге келген кезде Абай да адам, сен де адам. Ол сияқты ақын бола алмайтын шығарсың, қазаққа танылар. Ол сияқты ойшыл бола алмассың, қазаққа танылар. Ол сияқты ештеңе айта алмассың, өзің үлесіңді қоса алмассың. Бірақ басқа мәселеге келгенде теңсің ғой мен. Ондай манипуляцияны қою керек. Ол қарапайым дүние кәдімгі былай. Екіні қосу сияқты. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Жақсы. Сен. Мынау жаңағы бүткіл тұлғаларды айтып жатыр ғой сізге. Анау деп. Мен дұрыс келсем, абсолюттық нәрсеге жеткізудің қажеті жоқ. Бәрі адам ғой. Жаңағы сұрағым, сіз бағанадан бері көп тұлғаларды айтып жатыр ғой енді. Анау да адам, мынау да адам деп бастап келдіңіз. Былай, өзіңіз былай іштен, былай, неужели иногда бүйтіп сомнение болып қалмай ма бүйтіп? Может, рас шығар ислам діні дейтіндей. Қалай рас шығар білмеймін, рас шығар деп ойлауға қазір. Енді жоқ, мен жай былайынан сұрақ қойып жатырмын да сізге. Іштен болып па еді өміріңізде былайынан? Яғни жүрген кезде, отырған кезде болмаса. Жоқ, ондай вариант жоқ. Енді мысалы соншама надан адамдар надандыққа жатқызып жатсыз ғой жаңа сіз. Үлкен адамдарды жаңа. Біз енді абсолюттық дәрежеге келтіріп жатқан жоқпыз, бірақ сіз надандыққа жатқызып жатсыз да ислам дінін мойындамаған себебімен деген секілді. Сен айтпаған сөзін неге айтқандай қылып ұрып отырсың? Жоқ, сіз сондайға келтіріп отырсыз ғой. Мен айтқан сөзді емес, андай. Жоқ, енді кішкене былай адамда ұят, ар деген жоқ па сендерде? Арсызсыңдар ма осындай? Арсызсыздар дегенде сен жаңа кісілерді көрмеген, білмеген, сұхбаттаспаған адамдарды арсыз, ұятсыз деп өзің бірінші бастап отырсың ғой. Жоқ, мен арсыз деп айттым ба оларды? Енді. Надан деп айттым ба? Жоқ. Жоқ, мен оларды емеспін. Жоқ, мен надан деп айттым ба, оларды айтпадым ба? Сен Тәукехан жарлығымен айттым ба, айтпадым ба? Жоқ, айттым ба, айтпадым ба? Деп айттың. Надан деп айттым ғой, естідім, Қай минутта айттым? Осы видеоның записі шығады. Айтпаған болсаң, сен істейсің, кешірім сұрайсың ба? Кешірім сұраймын сол кезде, әрине. Сәке, кешірім сұраймын. Мен андай агрессиямен кетіп қалдықшы екеуміз. Жоқ, агрессия емес, сенің айтып жасап отқаның таза арамзалық, арсыздық таза істеп отқаның. Арамзалық, арсыздық деп енді сен көрмеген, білмеген адамдардың өзін солайынан келтіріп жатсың да? Деген ұяттарың қалмаған адамсыңдар сұмдық. Сендер діндеріңмен келіспейтін кез келген адамды любой жерде көміп кетуге дайын екенсіңдер ғой. Жоқ, ондай емес, қарашы. Сондай екенсіңдер ғой сендер,
Сен өзің бірінші сондайға келтіріп сендер отырсың. сонда діндеріңмен келіспеген адамды сүрінген жерінде төбесінен көміп кетуге дайын екенсіңдер ғой сендер ше? Сөйлеуге мұрша берші айналайын. Сен сөйлесең тағы да бір жала жабама деп ойлап отырмын да қазір. Жақсы болды. По факту сөйлесейік. Сен әрбір айтқан сөздеріңді может тыңдамай қалған шығармын, естімей қалған шығармын. Енді мысалы сен жаңа пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды не деп ойлайсың мысалы өзің, яғни былайынан қу түйкі сондай болашақта бір жорамалдап осындай дін ұйымдастырып кеткен адам ретінде санайсың ба? Ол болашақты білген де жоқ ол. Енді білген де жоқ қой, енді жай ғана осы сәттегі тайпасын жаулап алайын, сол дінді алып келіп өзіне билікті қаратайтын деген адам ретінде санайсың ба? Қандай түрде санайтын? Дұрыс солай деп санаймын, иә. Өзінің жерінде, сол жерде билікке, беделге қол жеткізу үшін сондай дінді ойлап тауып, сондаймен айналысқан. Сол жерде уақиға бар еді ғой, негізі бір уақиға сол кезде айтады ғой, Мұхаммед қойшына дінінен бас тарт сен. Саған билікті де берейік, сол нелердің арабтардың несі бол, басшысы бол, осы жерде байлықты да бәрін берейік. Кім айтып тұр бұл сөзді? Енді риуаяттармен келген сахабалардың жеткізілген. Жоқ, ол сонда бүкіл арабтың жерін басқарған біреу айтып тұр ма? Бүкіл билікті бере алатын? Ойланбайсыңдар ма соны? Сендер әйтеуір эмоциядан теуіп бір уағыз айтса қабылдайсың? Жоқ, мен андай. Енді тыңдасай до конца, айтайын сен кімдер, анау мынау. Қара, мысалы ойлашы, араб ол кезде тайпалары басы біріккен бір мемлекет емес. Арабтардың тайпаларының бүкілінің билігін Мұхаммедке бере салатындай ешкімде ондай билік болған жоқ. Кім айтады сонда оны? Жоқ, сол Меккедегі билікті. Енді ол пайғамбарының амбициясы Меккемен шектелді деп ойлайсың ба? Жоқ, сол кезде айтты ғой енді. Жоқ, ол Меккені берсін жарайды, ол Меккемен шектелмейді ол нәрсе. Жақсы, енді сол Меккенің билігін берейік деп айтты. Одан да жоғары, ол жерде одан да жоғары амбициялар болды деген сөз. Одан да жоғары амбициялар болды деп ойлап тұрсың ғой, Енді не үшін істейді оны? Мысалы қара, сендер бір адамға сенесіңдер, ол адам неге өзін-өзі мақтай береді, Құдайдың жанына неге өзін қойып қойды деп ойланбайсыңдар ма? Ой, өзін пайғамбарымыз өзін мақтамаған. Адамзаттың ішіндегі ең асылы, Алланың сүйіктісі деген сөздер кімнің аузынан шықты? Жибрил алейхиссаламның. Жибрил айтты, сендер ешқайсың Жибрилді естіген жоқ, ешқандай сахаба Жибрилді естіген жоқ. Бұл сөздердің бәрі кімнің аузынан шығып тұр? Пайғамбар арқылы. Өзінің аузынан шығып тұр да ол. Енді сен солай ойласаң, енді солай болады да айналайын. Жоқ, қалай, мен өзімді мысалы мақтаймын. Сосын сен сонда біреу айтты деп мен өзімді мақтай берсем бола ма? Сонда маған ішімдегі дауыстар айтып тұр деп. Мен өзім ойлап тапқан Құдайдың сүйіктісі өзім болып алсам, күдіктенбейсіңдер ма? Жоқ, сен өзіңді де андай, мысалы, енді сенің позицияң осы жердегі, яғни осы жерде стрим ашуың және осыншама халықты. Мысалы сұрақ қойып тұрмын ғой, мен өзім ойлап тапқан, өзім бар деп жүрген Құдайдың ең сүйікті адамы өзім болып алсам, күдіктенбейсіңдер ма? Әрине күдіктенесің, бауырым. Енді пайғамбарға неге күдіктенбей тұрсың? Өйткені андай, мысалы, араб грамматикасын былай өзің оқыған, зерттенген, сосын зерттеп, бәрін ішіп болғаннан кейін осындай шешімге келгенсің ғой, Мен сенен грамматика туралы сұраған жоқпын ғой. Жоқ, негізі былай, енді мен соған жауап берейін деп отырмын ғой. Енді Айдылаға кетіп жауап берсең. Не үшін дегенге? Қазір Құран кәрімді сондай грамматикамен жазу ешбір адамның андай. Мен сенен грамматика туралы сұраған жоқпын. Саған мен өзім ойлап тапқан Құдайдың сүйіктісі. Жазу не білмейтін. Ойлансайшы енді. Өзі ойлап тапқан Құдайдың өзі ең сүйіктісі болғанына неге күдіктенбедің? Күдіктенген жоқпын. Өйткені мен грамматика оқып жатқан кезде уже күдік деген нәрсе болған да жоқ. Сөздің шыны керек. Өзіне андай бүкіл әйелдерді жанындағы ғана туыстарының, ағаларымен бірге келген, әкелерімен бірге келгендерді алуға, сосын өзіне бағанағы соғыстан түскен нелерді бөлуде мындай преимуществолары беріп алғаны сені ойландырмайды?
жоқ қай жер өзіне бір беріп алған деген өзінде бір дүние қалды ма пайғамбардың өзіне ғана рұқсат етілген өзінен кейінгі пайғамбардың өзіне ғана қалды ма рұқсат екен етілген айтшы пайғамбардың өзіне ғана рұқсат етілген нәрселерді айтшы. жоқ сен сұрақ айтып берсең мен сен сұрақ өзіне мирас қылып алған деп жатрсың ғой мен саған айтып отырмын сұрақ қойып отырмын қай жерде айтшы. Енді айтып отырмын қара, үйлену тұрғысынан ол өзіне 13 әйел алды, қалғандарыңды 4 әйелмен шектеді. Жақын туыстарын ал мейлі осыған келіп тақаласыңдар. Одан кейін өзінің жақын туыстарын әйелдікке алуға рұқсат берді. Байлық мәселесін айтсақ енді байлық мәселесін мирас деп айтсаң соғыстан кейін. Байлық мәселесінде соғыстан түскен қаражатты бөлген кезде, соғыстан түскен олжаны бөлген кезде Аллаға және оның пайғамбарына деп бір үлес алып отырған. Аллаға ақша. Ой қумас, айналайын ондай болмаған. Аллаға деп бейтмал деп алған шығар. Аллаға және оның пайғамбарына деп бөлген жерін білмейсің ба? Жоқ. Айтып берейін ба Құранның қай жерінде екенін? Оқығаннан кейін ойың өзгере ма или сен ойланбайсың болғанда? Оқығаннан кейін может ойым өзгеретін шығар. Ол көзімізді ашу үшін отырсың ғой осы жерде. Жарайды, қазір мен саған айтып беремін. Қарай салайын. Оның пайғамбарына оның яғни жеке қалтасына деген жерін айтып берші маған. Қара, Әнфал сүресінің 41-ші аяты. Былай дейді, біліп қойыңдар, егер бір олжа алсаңдар, оның 5-тен бірі Аллаға, пайғамбарға және пайғамбардың жақын туыстарына, жетімдерге, кедейлерге және жолда қалғандарға тиесілі. Әнфал сүресінде. Бірақ алды ма соны? 41-ші аятында. Сондай байлықты алды ма айтшы маған? Жоқ, сен мына мәселеге жауап берсейші, енді осылай тұрғаны Құраныңда. Пайғамбарға, Аллаға және пайғамбарға ақша олжа бөлісуде. Енді ол Алланың заң мәселесі шығар, может, өзінің пайғамбардың кішкене жағдайын жасап алу пайғамбарды. Аллаға деп неге айтады? Жоқ, Аллаға деп неге айтады? Аллаға ақша керек па? Ол жердегі мағына Аллаға деген жаңағы бейтмал ғой. Бейтмалдан жаңағы келешекте салынатын мешіттер, болмаса жаңағы жаяу жүргізуші мешіттерді салған Алла ақша бере алмай ма оған? Олжадан алу керек па оған? Әрине олжадан кетеді ғой, жаңағы жетім жесірлерге олжадан береді ғой сол. Алла өзі ақша бермейді онысы. Алла өзінің үйін салуға өзі ақша бермейді ме сонда? Енді ғазуаттан түскен пайда ғой ол. Алла өз үйін салғызуға өзі ақша бермей ме? Ол қалай ол? Әркім өз үйін өз ақшасын салғызу керек қой. Қызықсың бе? Дұрыс қой енді. Мысалы, мен үй салғызсам, біреудің ақшасына салғызу, өз ақшама салғызам. Жоқ, ол үйдің негізі Аллаға қажеті де жоқ қой. Просто біз мұсылман жамағаты сол жерге жиналу үшін мұсылман халқы ғана салады ғой. Ислам дінін ұстанатын. Әйтпесе Алла онда оны Аллаға деп айтудың неге қажеті бар? Онда ол жерде мұсылмандар, мешіт салатын мұсылмандарға Аллаға дегеннен ол жерде мешіт салыңдар деген емес. Аллаға деген ол жаңағы бейтімал Алланың құлы болып есептеледі, және жақсылыққа жасалған ол жаңағы жолаушы. Жақсылыққа деп жаза салады деді ғой онда. Енді ол жерде может нақты не мәселеге қатысты бөлінетінін сол жерден жазу керек қой, мысалы. Мынау ақша мына жерге кетеді десең, ол жаңағы мынаған кету керек, анаған кету керек деген сияқты бөлу керек та ол ақша четко. Аллаға деді ме, неге өйтіп Аллаға деп айтады мысалы. Зерттеуім керек бұл мәселеден кішкене білім таяздау. Зерттеп, ойланып, қайтып кел. Молодец. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Ағай, мен сұрағым барды, мынандай. Қараңызшы, сіз Құдай жоқ деп отырсыз да, сенбеймін дейсіз. Бірақ Құдай бөлек, пайғамбар сонда, Құдай мен пайғамбар екі бөлек адам ба, или қалай ол сонда, мен соны түсінбедім. Енді исламда ол соның жіберген елшісі Құдайдың.
иә пайғамбарымыз енді жіберген елшісі деп айтады ғой. Иә, ол сол жаңағы пайғамбар жіберген елшісі, енді Құранда жазылған дүниелер. Енді жалпы мұсылмандар соның айтқанымен өмір сүріп жатыр деген ойға келуге болады да, енді сондай тұжырымды жасап жатырмыз ғой мысалға. Вот, иә. Енді қараңыз, сіз сонда ол пайғамбарға сенбейсіз бе, әлде мүлдем сонда Құдайға сенбейсіз бе? Құдайға да сенбеймін, пайғамбарға да сенбеймін. Адамдар сонда мысалы қалай жаратылды? Бізде айтады ғой, бірінші адам атама сол жаратылды дейді, топырақтан, иә, одан оның қабырғасынан деп жаратылды деп айтады. Ол ешқандай дәлелі жоқ, аңыз әңгіме. Адам ата деген болмаған туралы өтірік ол. Иә, мен де оған да сенем деп айта алмаймын мен енді. Но қараңызшы, айтады ғой, адам маймылдан жаратылған деп айтады. Ол сонда дәлелденген нәрсе ме? Мысалы, адамдар қайдан жаратылды? Адам маймылдан жаратылдық па? Адам маймылдың бір түрі. Биология оқу керек. Сол кезде түсінікті болады бәрі. Жақсы, рахмет. Жақсы, братан, от души. Давайте. Так. Нигилист дейді астында, нигилист. Көктегі тәңірмен үйлесімді өмір сүріңдер дейді. Мына баладан ертең бір жақта тез шығады. Мүмкін. Иә, жігіт өзіміздің жамағат сияқты болып тұр ғой. Уақытыңды аясайшы дейді. Нұрғазы, уақыт босқа кетіп жатқан жоқ. Кім бар ғой, Мерседес ертең тағы қайтып келеді ол. Бірақ қайтып келсе де айтпайды ау деймін. Ананы мойындаған күні ол бітті ғой сол жерде. Чекмейт болайын деп тұр да ол. Ол ойланып, Мерседес ойланады ол. Ойланып ол жауап тауып келеді, бір жауап. Мен сенем оған. Мерседес бір жауап тауып келеді точно. Бір вариант, бір тесік тауып келеді. Несібелі екеуі отырып ойланып. Қағазға сызып жазыпшы. Бір вариант тауып келеді. Сенем соған. Так. Жауабын, бірақ Мерседес көкпет, ол шықпайды. Әлбек. Ысқақ, салам алейкум. Қайсың? Армысың? Армыз. Ысқақ, на русском можно? Я. Слушай, Исхак, я вот буквально дня 3-4 ты попался у меня в реках в ТикТоке. И знаешь, мне зашли твои трансляции. Я как бы года 2 назад, как не то чтобы отрекся, а больше стал агностиком, то есть начал такого вида. У меня, знаешь, вопрос такой, Исхак. Вот сейчас, знаешь, много вот радикалов, я в столице живу, много радикалов. Скажи мне, пожалуйста, у тебя есть какой-то план или что-то такое, их больше, поскольку, знаешь, вот я сейчас стал замечать, в столице их очень много. У тебя есть какой-то план? Как мы вот собираемся вот людям доносить это? У меня глаза открылись года 1,5 назад, год назад, вернее. Жақсы. Енді әлбек ол дерадикализация процесі тек қана осылай ғана мүмкін. Екі құрал бар ғой, оны шектейтін радикалдарды. Бірінші заң және құқық қорғау органдары мен арнайы органдар, мысалы комитет, ұлттық қауіпсіздік комитеті. Осы адамдар радикализмнің шекті көріністерін, кәдімгі қауіпті көріністерін олар тоқтатады. Ал жалпы адамдардың ішіндегі радикализм көбеймес үшін ол нәрсеге осындай ағартушылық жұмыстар керек, ақпарат тарату керек. Адамдар пікір алмасу керек, олар ойлану керек. Тек қана білім, ақпарат арқылы ғана, оларға бір нәрсені жеткізу арқылы ғана радикализмді азайтуға болады. Ал уже радикалданып кеткен, әрекетке көше бастаған адамдарды, оларды ұлттық қауіпсіздік комитеті, сосын жаңағы арнайы органдар олармен айналысады. Ал радикалданып бара жатқан немесе енді радикалданатын адамдарды азайту үшін тек қана
ақпарат, білім, пікір алмасу керек, сұрақтар керек. Болды, басқа вариант жоқ. Только сондай вариант бар. Бізде КМБ жақсы жұмыс істейді шыны керек. Иә, армыз. Ысқақ, осы сенің эфирларыңды тыңдаймын дағы. Мен болашақ жастардан көп көңілім қалады да, не себептен біз білім ғылым қумаймыз, не себептен оқымайды, не себептен элементарный мектептің бағдарламасын білмейді. Мүмкін бізде білім жүйесінде бір саңылаулар бар шығар. Көп. Енді бұл жерде андай ғой, бір фактор болмайды, көп факторлар бар. Мектептегі білім жүйесінің әлсіздігі бір шетінен, екінші жағынан діни пропаганда мен жаңа имамдардың авторитетінің күшіп тұруы, олардың контентінің ақпараттық кеңістікті жаулап алуы, осының бәрі әсер етеді ғой, бәрі әсер етеді. Сонда бізде діни жаңа пропагандистердің абыройы мұғалімнен биік болып тұр ғой. Биік. Қоғамда кез келген ғалымнан да биік, өкінішке орай. Спортшылардан да, басқаларынан да биік, қазір солай болып тұр, өкінішке орай. Нұрсұлтан ұстаз десе, мектептер өліп қырылып қалады. Мысалы, Асқар Жұмаділдаев сияқты ғалымдар танымайды. Неше түрлі ғалымдар танымайды, бірақ Нұрсұлтан ұстаз, Қабылбек ұстаз киіп жатыр, Жарқын киіп жатыр десе, қазір қырылып өліп қалады. Өткенде қолын ұстағанына мәз болған жерде балалар, кішкентай балалар жабысып жатыр. Рахмет, алғыс. Солай болып тұр, өкінішке орай. Кімдер қоғамда пікірдің лидерлеріне айналды. Енді орыс тілді балалар басқа, иә. Орыс тілді балаларда ондай нәрсе көп байқалмайды, иә. Қазақи ортада, қазақ тілді болғаннан кейін де жаңағы имамдар, олар беделі өте жоғары қазір. Оңтүстік аймақтарда өте қатты. Бірақ бізде қазір аккаунттар көп екен. Ғылыми танымдық контент жасап жатқан аккаунттар көп екен. Маған түскендердің бәріне мен лайк басып, репост жасап жүрмін. Сіздер де көрсеңіздер де лайк басып, репост жасап жүріңіздер. Ғарыш туралы болсын, басқа туралы болсын. Жас балалар, жасанды интеллект деген жақсы болды ғой, қазір соны пайдаланып неше түрлі видеолар жасап жатыр. Соларға қолдау керек. Астында қарап оқысаң, ол жерде қуанып қаласың кейбір кезде. Балалар кәдімгі біраз нәрселерді білетінін жазып отырады да. Сол сообщение келіп отыр. Едіге Нұрғазы, рахмет, Нұрғазы алғыс. Едіге рахмет. Я Джонни айтыр. Так. Анау бағана мектепте оқымайды не үшін жастар деп жатыр ғой. Сонымен Астана қаласында Евроремонт дейді, сол ремонтпен айналып жүріп бір ойымды жеткізсем бе деп отырмын да. Біз өзі қазір ауылда да мына үйді бұзып салу, той жасау, енді жазда осы болады ғой. Соны біздің қазақ бұлай осы тойды бір кішігірім шамама қарап жасайын, ремонтты кішкене қылып жасай салайын демейді да. Ана көкемдер, тәтемдер үйсіз істеп жатыр, бажадан қалмайық дейді да, аны бүкіл жаңағы кәсіби неге қораға кіреді, короче. Қораға кіргеннен кейін енді оны төлеу керек. Сосын ана әйел екеуінің ортасында отношение бұзылады. Сонымен, короче, алдынан осы дін келеді, ау депше, мұңайып. Сосын енді ол біреуден қарызға ақша сұрау керек болады да, сонымен, короче, манипуляцияға жақсы да, Алла разы болсын, көке беріңізші деуге ше. Сондай бір біздің арамыздағы қарым-қатынас, ішкі сезімімізді жеткізу, осы бір исламның несі бір құралы болып тұр да. Бірінші қораға кіріп алады, содан кейін қораға кіргеннен кейін оны жаңағы әртүрлі жол мен анан шешу үшін осы манипуляциялық немен осы әдем болып тұр да. Жеткізе алмадым ба. Сонымен, короче, анау не, мысалы былай ғой, мен Астана қаласында өз
бірінші ипотека деген итханаға кіреді, жұрттан қалмаймын деп бүкіл ламинат, люстра бәрін ана қатындар эмоциямен алады. Сосын ауылдан келген айғыр азамат оның бәрін төлеу керек та, сосын оны азында тұрады, стресс, содан барып горилла ішеді, әбетте дези ішеді, артынан темекі шегеді, сонымен короче ана стресс аяғынан сыз өтеді, анан бел ауырады, сосын тәтубайда проблема басталады. Тәтубай тұрмайды, тәтубай тұрмаған алдынан атаман витаминдер шығады. Сонымен короче ана әйел де сол уақытта ана күйеу бөжей болып көрінеді да, бір как будто черт сияқты. Сонымен ана әйелдің алдынан осы хиджаб киген коуч нелер шығады. Содан короче ойбай, алла мен саған не жаздым деп аналар не қылады, содан анам имамдар ұстайды. Біз сонда ана тойды бір 4-5 адамға өзіме жанашырлы жандарға ғана арнап істейін, үйді енді кеп жатыр. Үйді бір 5 соттыққа бір кішігірім қылып сала салайын, есік алдыма жетеді деген. Бәрі анадан қалмау керек те, енді бізде бір сондай не үрдіс енді кетпесе, содан ол жаңа мұғалімдер де негіз білімді беріп жатыр, обай құстарда да кітап бәрі тұр. Просто біздің отношение, қарым-қатынас ағайын арасындағы осындай нелерге манипуляциялық сезімдер жеткізуге осы жақсы да, ау деп жаңа музыкамен ана нелер келтіреді жаңа. Құры не ғой, понт дейміз ба, құры кербездік, құры понт құртады ғой қазақтыша. Негізі жалпы қазақта емес, бүкіл адамды құртатын сол нәрсе жаңағы. Шаман келмесе де тыраштана беру, негізсіз қажет емес жерге қарызға кіріп кету, эмоциямен сатып алу бір нәрселерді. Осы дүниенің бәрі адамдарды негізі үлкен қаржылық қораға кіргізіп жібереді, рас. Ол ертең басқа да салдарларға апарады ғой, ол дұрыс. Шынымен де адам жағдайына қарау керек, жұрт не дейді дей бергенде дұрыс емес ол. Жұрт жамандайтын жұрт бәрібір жамандайды, жамандамайтын адамдар бәрібір сенің жақсы жағыңды айтып жүреді да. Жақсы жағынан ойлап жүреді, мысалы. Жақсы Бекакович, рахмет. Мысалы, той жасамасаң, сені жамандайтын адамдар, той жасасаң да жамандап кететін адамдар, олар былай деп айтады. Бейшара ғой деп. Бейшара ғой, той жасамапты, жалғыз баласына той жасамапты, әйеліне ақ көйлек кигізбепті. Бейшара дейді. Ал егер той жасасаң, сол адамдар келеді да, ой, анау киітін қараш, дастарханы онша емес екен, дәмді емес екен, не киіп алған өзі құдағайлар қаяқтан деп өсектеп бәрібір кетеді. Ал жақсылық ойлайтын адамдар, олар сен той жасамасаң да, бұл дұрыс шешкен шығар, енді өздері біледі ғой. Жаңағы ол тойдың ақшасына басқа бірдеңе жаратайын деген шығар деп сөйтіп жақсысын ойлап отырады. Той жасасаң да олар кеп, керемет, молодцы, жарайсыңдар. Енді қанша дегенмен той ғой, керемет, жақсылық құласа берсін деп, жақсы ниетті адамдар солай болады. Сол үшін біреудің көңілінен шығамын деп артық қарыз бірдеңеге кірудің ешқандай қажеті жоқ. Ол түбі жақсылықпен бітпейді. Қарыздан басталған өмір кредитке жасасаң, кредитке жасаған шығар деп көре алмайтын туысқандарың сияқты әңгіме ғой. Жақсылықпен бітпейді ол. Сол үшін шамаң жетсе жаса, шамаң жетпей ма, өз көрпеңе қарай көсіл, тыраштанып, жаңағы кедейдің кербездігін жасаудың қажеті жоқ. Андай есеп болу керек қой, есеп. Шамамен мен осынша уақытта мынандай ақша табамын. Бұл ақшаның мен мынандай бөлігін қарызға, кредитке төлесем, мынандай бөлігі маған қалады. Мен ол ақшамен осындай өмір сүре аламын деген сияқты. Бірақ айтып отырсам, қарапайым дүниелер. Бірақ сол дүниеден өзімізге де кейде біреуге айтқан ақылың өзіңе де жетпей қалатын заман ғой, негізі. Былайға айта береміз. Бірақ кейде өзіңе жетпейді сол ақыл. Еркеғали, рахмет. Ассалаумағалейкум. Эмоция шешеді, Айбек дұрыс айтады. Буддизм жайлы не ойлайсыз? Буддизм жайлы көп нәрсе білмеймін. Буддизм жаңағы ана диагнозы қояды ғой, тамыры ұстапшы. Ол не ғой, басқа Қытай медицинасы ма? Сол ол кезінде жаңағы Тибет монахтары бар ғой. Сол біздің ғасырдың бұрын сол методпен емдеген ғой.
Сол қазір почти современный диагностикамен жаңағы совпадать етеді да, енді 100% болмаса да бір 85 сондай процент. Ескірген деп есептеймін ол мен әдістерді. Ескірген деген есептеймін. Осы алдында біреуіне барып көргем ғой. Тамыр жаңағы МРТ-ның нелерімен совпадать етіп тұр ғой. Соны айтады да, бұрынғы жаңағы Тибет монахтарынан қалған не дейді да. Сол қалай деп нетем да жаңағы таңғалам. Еще жаңағы психология, қазір современный психологиямен совпадать етеді екен жаңағы наукаменші қазір. Бұрынғы методтар. Енді белгілі бір мөлшерде сәйкес келуі мүмкін, бірақ қазіргі ғылым әлде қайда жоғары қарыштап кетті деп есептеймін. Енді ол амалдың жоғынан жүгінетін жер болмаса, былай барудың қажеті жоқ деп ойлаймын енді. Басқа амал табылмай жатса, онда мүмкін. Басқа амалдар табылмай жатса, иә, жүгінуге болатын шығар. Так. Айтпақшы, Ақылтай айтты ма, айтпады ма? Ақылтай барсын болсын да. Ақылтай связға шық. Так, Ерлан, иә. Ақылтай, тегіде. Ақылтай бар ма, Ақылтай? Ақылтай. Шақыршы Ақылтай, шақырыңдаршы. Ақылтай, анау хассақтікін айтамыз ба, айтпаймыз ба? Жамағатқа өткендегі анау шу несі іздеп атыр дегенді. Жамағатқа айтайын ба, айтпайын ба? Жоқ, Ақылтай айт десе айтам, айтпа десе айтпайым. Мен түсінбей отырмын, не айтып отырсың? Не сұрап отырсың? Әй, әне күнгі іздеп атыр дегенді хассақ деген шанау постымен. Оны тексеріп жатырмыз деді, айта бер, проблема жоқ. Айтайын ба, айтпайын ба? Анау шариғат, анау мынауды шариғат орнаса деген сияқты посттар жазып, мемлекеттік құрылымға, стройға ондай не айтуға болмайды, насихат, пропаганда айтуға болмайды. Соны айтпайын ба енді? Иә, сол біреу сөйтіп жасаған екен, сөйтсе оны тергеп жатыр екен қазір. Айтам онда сен. Айт. Тағдыр сен шығып тұр онда. Короче, достар, естеріңізде бар ма осы
Хақпен деген аккаунт жүруші еді ғой, бір кішкентай бала ма бір нәрсе. Хақпен деген аккаунт шы. Хақпен деген аккаунт жүруші еді ғой, білесіңдер ма? Сол ана салып қойған постын көріп педіңдер, Қазақстан елі шариғат елі болса, мынандай болар еді, анандай болар еді деген видеосы бар еді ғой. Пост шы, кәдімгі картинкалармен шығарып қойған. Қазақстан елі, мұсылман елі болса, онда жемқорлық азаятын еді, бүйтетін еді, сөйтетін еді, шариғатпен өмір сүрсек, былай болатын еді, солай болатын еді деп жүрген бала бар ғой, Хақпен деген. Сол баланы қазір іздеп жатыр екен. Өйткені жаңағы посты неге байланысты? Қазақстанның жалпы мемлекеттік құрылымына қарсы деп табылған. Сол үшін соны насихат ретінде ол қарастырылып, соны іздеп жатыр екен. Сол үшін достар, мұсылман бауырларға да ескертеміз. Қазақстан шариғат ел болғанда былай болар еді, шариғат орнаса біз бүйтіп кетер едік, сөйтіп кетер едік деген әңгімені абайлап айтыңыздар. Ондай нәрсе дұрыс емес. Соңы жақсылыққа апармайды. Қазақстан шариғат елі болса, бүйтіп кететін едік, дамып кететін едік, ана жерден бірдеңе жойылатын еді, арақ жойылатын еді, анау жойылатын еді деген сияқты конституциялық құрылымға қайшы келетін, соған үгіттейтіндей ондай видеоларды, посттарды жасамаңыздар. Ол дұрыс емес. Соны айтайын деген. Мен ол кезде сол кезде сол балаға айтқам, сен мынауың дұрыс емес. Мына постыңды құрт деп. Жоқ, ол олай емес деп. Бой бермей қойған. Иә, карго, әйтеуір. Армысың, қалайсың? Жақсы өзің ғой. Жақсы, айбет. Ысқақ, мен мынау сұрайын деген ғой сенен ше. Осы именно осы ислам діні жайында айтқан сөздерің бар ғой сенің. Жаңағы адамды таңдау бар ма жоқ па деген ше. Сол нәрселерге негізі өзіңде дәлел бар ма? Қандай дәлел? Енді адамды таңдау, мұсылмандар адамды таңдау бар деп жатыр да. Сен өзің жоқ деп жатсың негізі. Сол жоқ дегенге дәлелің бар ма негізі? Иә. Иә, қандай дәлел бар екен? Мысалы, сен не ішетініңді таңдай аласың ғой? Иә. Бірақ шөлдеуді таңдай алмайсың, мысалы. Сол сияқты шөлдемеуді таңдай алмайсың ғой сен. Сол сияқты дүниелер ғой бұл жерде. Ана бұның қысқасы, бұл детерминизм қазір былай болып жатыр. Ғалымдар зерттеу жүргізген. Роберт Сапольский деген Стэнфорд университетінде сабақ беретін биолог ғалым бар, нейробиолог. Сол ғалым қазір осы позицияны неғып жүр, жақтап, осы позицияға өзінің дәлелдерін айтып жүр. Яғни, қоршаған орта, сосын биологиялық факторлар адамның қандай әрекетке баратынын предопределять етеді, алдын ала анықтайды. Бірақ адам оны байқамайды, өз таңдауым деп ойлайды. Шын мәнінде ол таңдау ол үшін жан-жағындағы факторлармен жасалған. Енді бұл жерде мынандай мәселе туындайды. Онда қылмыскерлерді не істейміз деген сұрақ туындайды ғой. Онда былай, ол кісі бұл мәселені былай шешеміз дейді. Мысалы, адам мен тұмаумен ауырам деп таңдамайды ғой. Таңдамайды ол, бірақ ауырады. Оны ауырған кезде басқаларға жұқпас үшін оны оқшаулау керек болады. Егер бір жұқпалы ауруға жалыққан адам,
ол ауырам деп таңдамайды, бірақ ол ауырып қалады, оны оқшаулау керек болады. Сол сияқты позицияны ұсынады ол кісі. Қылмыскерлер ол сол жолға түсем деп таңдаған жоқ дейді. Оларды сол қоршаған орта, биология, ситуация бәрі бірігіп сондай нәрсеге алып келді оны дейді. Енді оны біз оқшаулауымыз керек дейді. Қысқасы былай бір үңіліп қарасаң, негізі қисынға келеді. Өйткені мынадай эксперимент жүргізілген. Судьялардың шешіміне қарнының аштығы қаншалықты әсер етеді дегенше. Осындай эксперимент болған. Мына судьялардан досрочный освобождениеға өтініш жазады ғой, түрмедегілер. Сол осындай судьяларды не қылған, бақылаған ғой. Сол судья сот отырысына тамақ ішпей келген кезде солардың жаңағы өтініштерді кері қайтаратын жағдайлар өте көп болатын екен. 60-70% кері қайтарып жібереді екен. Қабылдамай досрочный шығармай қайтарып тастайды екен. Ал егер судья тамақ ішіп, мысалы жақсы немен ұйықтап, жақсы настроениемен тамақ ішіп келсе, ол жаңағындай 30-40% ба сондай қайтарады екен, 60-70% наоборот түрмеден шығуға добро беріп жібереді екен. Сол сияқты дүниелер адамның таңдауына көп әсер етеді екен. Мен айтып отқан дүнием сондай негізі. Түсінікті болды. Сосын сұрайын деген, мына негізі жердің домалақ болғаны ғылыми дәлелденген ба негізі? Иә, ол бүкіл салаларда пайдаланылады сол нәрсе. Жердің сол дүниесі ескеріледі, көлбеу екендігі міндетті түрде ескеріледі. Дәлелденген нәрсе ол. Сол негізі осы уақытқа дейін негізі сәләфи болған ғой меніңше. Иә. Дәлмұрат Назарұлын тыңдайтын. Сол Дәлмұраттың бір сөзін естіп қалғам, бір айтқан негізі. Кәпірлер неге айға ұшып бардық деп айтады, бірақ мұсылман адам кәпірге сенбейді деп айтқан сөзі бар сондайша. Дұрыс айтасыз. Яғни Ибн Баздардың өзі жерді негізі олар тегістеп айтатын жерлері бар ғой. Жаңағыдай тегістеп айту керек деп ондай әңгімелер кездеседі. Айға ұшпады деген дүниенің өзі де бір не да? Бір қисынсыз. Иә, сол ғой. Енді ғылыми дәлелденген болса, егер ғылыми дәлелденген болса, онда айтып отқандары өтірік болады ғой, сонда получается. Иә, оны былай тексереді. Айға қатысты мынандай дүние бар. Бүкіл әлемде жалпы оны барлық адамда негізі тексеруге мүмкіндік бар, егер лазер болатын болса, мощный лазер бар ғой. Сондай мощный лазермен лазердің несін сәулесін қабылдайтын аппарат болса, көп адам жасаған бұл экспериментті ютубтан да көрсеңіз болады. Айдың бетіне кімдер барды ғой, жаңағы Армстронгтар барған кезде отражательдер қалдырып кеткен ше. Отражательдер. Сол негізі факт па? Иә, соны жерден тексерген адамдар да бар көп. Сіз негізі мүмкіндік болса, былай өзімізге де тексеріп көруге болады. Сол отражательдің координаттарын точно тауып, соған лазерный луч бар ғой, соны жіберетін болса, анау тура соған барып қайтып отражать етіп қайтып келеді. 3 секундта, 2 секундта ма қайтып келеді. Өйткені отражательдер тұр, оларда айдың бетінде солардың іздері әлі жатыр. Өйткені айдың бетінде жел жоқ қой, ол кетпейді ешқайда. Іздері әлі тұр. Иә, сол мәселе ғой. Негізі былай күмәнданып жүрген едім осы уақытқа дейін негізі. Иә, ізденсеңіз ақпарат өте көп. Иә, айтпесе негізі сізге алғыс айтқым келеді негізі, Ысқақшы. Рахмет. Өйткені осы уақытқа дейін негізі дін деп негізі көп нәрсені былай артқа қалдырып тастаппыз да. Сол сізге рахмет айтқым келген ғой. Көп рахмет сізге, Карго, алғыс. Негізі жақсы сұрақтар қойдыңыз, өте жақсы сұрақтар қойдыңыз, көп адамға пайдалы болды. Негізі осы жері, сұхбаттың осы жері көп адамға пайдалы болды. Рахмет сізге. Өте жақсы сұрақтар, негізі былай қарап тұрсаң. Қарапайым ғой енді несі, бірақ күшті. Иә, ол лазерный аппарат кәдімгі, күшті лазерный аппарат керек. Ютубтан көрсеңіздер болады, жаңағы лазерін алуну деп па сондай. Негізі сәләф болған кісілердің қайтып кеп олай айтуы деген өте сирек кездеседі ғой. Не болды? Жосып отырмын да. Не болды? Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері, Израиль мен ақштың Иранға қарсы операциясы кезінде
жасырын түрде олар да Иранға шабуылдаған екен. В общем, андай біреуді ұрып атқан кезде жанына барып тиісіп жүр десей. Ежектір. Ана видео есіме түсіп кетті ғой. Біреулер жылысып па, төбелесіп жатады, ұстасып жатады. Анау артынан барып айналып тебетті, аяғы далаға кетеді, соң ары қарай кетіп барады ғой. Ол есіме түсіп кетті. Иранды ақш төмпештеп атқан кезде жанынан барып спачечка ұрып кеткен ғой. Оңбағандары. 105 зымыран ұшырған дейді, ойбай. Таза оңбаған деген ғой. Напоследок. Давайте, достар,